Сондай жағдайларды қамтып кетуіміз керек. Аха, үйтіп айтатындай ағай, сіз ұбт тапсырып келдіңіз ба? Қаңтар ұбтысын өзіңіз? Тапсырып келдім, аха. Бекзат ағай бірінші ұбтын тапсырса, мен төртінші ұбтын. Мүмкін ол дұрыс емес методикамен оқып жатқан шығар. Оны білмейміз да ше. Әркімде әрқалай да. Сол үшін де біз не істеймін мен? Қателескен сұрақтарымның бәрін көре алмадым, өйткені бәрі дұрыс болды. Молодец. Да бір сағат өтті. Әлі оны негізі де. Негізі бар ғой деп, а? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, құрметті түлектер. ОБТ-ға байланысты, қаңтар ОБТ-сына именно байланысты подкаст жобамыз жасайын деп отырмыз. Бұл жерде не айтамыз, Бекзат ағай? Бұл жерде ең алдымен өткен жолы ОБТ-ға кіріп шыққан историямызды айтып жіберейік. Оқушыларға сенімділікті ұялату үшін қандай қателіктер жібермеу керек ОБТ кезінде. Енді тағы да бір қызық моменттер болады. ОБТ кезінде нені жасамау керек, нені жасау керек, сондай жағдайларды қамтып кетуіміз керек. Аха, үйтіп айтатындай ағай, сіз ұбт тапсырып келдіңіз ба? Қаңтар ұбтысын өзіңіз? Тапсырып келдім, аха. Жақсы. Тапсырып келсе онда айтуға болады. Абай ағай, сіз ше? Енді жалпы ұбт-да қандай лайфхактар керек, басқа да бір қиын нелер болады, сұрақтар, солардан қалай былай жауабын тауып керек, солардың бір нелер құпияларын айтамыз енді бүгінгі неде. Значит, бұны соңына дейін көру керек, бұл подкаст. Көру керек қой, енді бұл жақта біз мықты нені айтамыз енді бүгін. Қызықты оқиғалар бар біздің. Онда танысып алайық, соңына дейін көретін болса онда. Мен өзім таныстырып жіберейін. Менің есімім Мұхаммед Асқарұлы. Осы даму ОБТ онлайн жобасының негізін қалаушымын. Біз 2018-2019 жылдардан бері оқушыларды ОБТ-ға дайындап, грантқа түсуіне көмектесеміз. Мен математикадан сабақ беремін курста, математикалық сауаттылықтан сабақ беремін. Жалпы математикпін. Одан кейін менің оң жағымда отырған физика пәнінің мұғалімі, физика пәнінің ОБТ бойынша эксперті Бекзат Төлеков ағайымыз. Танысып қойыңыздар. Қош көрдік. Рахмет көп. Бекзат ағайымыз мықты енді. Мен енді бұл кісілердің жанына қосылғаныма осы бір жылға таяп қалды, осындай уақыт болды. Ал бірақ мына ОБТ саласында жүргеніме, мынау биыл 7-ші жылға таяп келе жатыр. Енді өзім 2017 жылы мектеп бітірдім, Назарбаев зияткерлік мектебін. Енді оны өздеріңіз білесіздер енді, бірақ барша халық білсін деп айтып жатқаным. Енді бірақ бір қызығы, бұл менің мына тапсырған ОБТ-ым, өмірімдегі бірінші ОБТ-ым болып тұр. Сол үшін негізі Назарбаев зияткерлік мектептерінде олардың өздерінің мектеп бітіру барысында, мысалы мектеп бітіргенде бір государственный экзамен болатын болса, Назарбаев зияткерлік мектептерінде біз жаңағында МЭСК деген экзамен бар. Международный экзамен по системе Кембриджа ма сондай. Мен кешіріңіздер, кейбір жерлерінде қате оқуы мүмкін. Жоқ, бәрі түсініп отыр. Бәрі біледі ғой, бәрі. Сол өзі, сол экзамен бойынша өзі бұлай мысалы. Мен жаңа айтып отырмын ғой, мектеп бітірдім, бірақ мен енді тапсырмадым. Бірақ оқуға қалай түстім. Жаңағы экзамен тапсырып болған соң, сол жақта алынған балдарды, мысалы математикадан мен 100-ден 94 алдым, соны алды да неге аударады? Ентінің балдарын аударып береді. Сол кезде менде, ол кезде 40-тан 40 болды, жаңағы аударған кезде, сонда 40-тан 40-қа түсті. Тура соған қара мат сауаттылықты аударып берді, тура соған қара физиканы аударып берді. Жаңағы Қазақстан тарихын бізде жаңа қазіргі әлемдегі Қазақстан деген өзде сабақ болатын, соған қатысты аударып берген болатын. Сөйтіп, менде жалпы 140-тан 125 балл болды. Бірақ оны мен, видите, тапсырмағым да. Енді осы неде тапсырып көрдім? Қаңтар ОБТ-да. Қаңтар ОБТ-да, иә. 19 қаңтар. Иә, 19 қаңтар күні, иә, еске салып өтейік. Біз 18 қаңтар тапсырдық па, Абай ағай? Иә, 18 қаңтар тапсырдық. Сөйтіп, сол, бұл менің бірінші тапсырған ОБТ-ым, қазір алдағы уақытта енді айта жатармыз. Әзірше енді Абай ағай сөз өзіңізде.
Абай ағай, сіздің бұл қаншасыншы ұбт-ыңыз? Мен таныстырмайсыз ба кім екенін? Ой, кешіріңіздер достар, мен Абай ағай қаншасыншы ұбт-ыңызды айтып кетіңіз, одан кейін мен таныстырмайсыз. Мен енді бұл қаңтар ұбт-ым 4-ші ұбт-ым болған мен негізі. 4 ұбт тапсырдым мен, иә. Бекзат ағай 1-ші ұбт-ын тапсырса, мен 4-ші ұбт-ын тапсырып келдім. Сіз уже не екенсіз андай? Не деп айтушы еді? Атасы ма? Мастер спорта па ұбт деп болды. Жарайды. Абай ағай. Тоқталасыздар ма? Жарайды. Енді Абай ағай таныстырып өтейік. Абай ағай деген кісі бұл тарих пәнінің, Қазақстан тарих пәнінің мұғалімі, топ эксперт ұбт саласы бойынша. Мен Қазақстан тарихтан қанша балл алды екен, нормальный балл алды ма, қазір енді оны айта жатады. Одан мен математикадан да, матсауаттықтан да тапсырдым, физикадан, Қазақстан тарихтан тапсырдым айтпақшы. Оқу сауаттықтан да тапсырып келдім мен. Сіздер де сөйткен жастар, 5 пенен тапсырдыңыздар ма? Енді онда соған ауысайық. 18 қаңтар, 19 қаңтарға ауысайық. ұбт-ларыңыз қалай болды? Абай ағай. Енді ұбт-ға бардық. Енді ұбт сол 4-ші ұбт болған қатты қорқынышты емес, андай бастапқы 1-ші ұбт сияқты емес енді. Бастапқы ұбт-да енді қорқып андай. Болады ғой енді стресс деген андай. Енді бұл ұбт-ға кірдік енді. Білесің ғой қандай пәннен бастайды. Мысалы бұрында енді 1-ші ұбт кезінде оқу сауат деген болады. Осыдан бастап жүрдік қой біз. Қазір енді өзің пәнің тарих болғаннан кейін барасың тарихты белгілейсің бастала салып. Сөйтіп тарихымды белгілеп шықтым. Енді 3 минутта белгілеп шықтым. Сонымен келесі пәнге ауыстым. Ол матсауаттылық қой енді. Екінші матсауаттылықты енді көрейін дедім енді өзім. Негізі мен матсауаттылықты ұнатпаймын өзімше. Ұнатпаймын. Сізді ұнатам ол? Ай, ол мені де ұнатпайды ол. Ұнатпайды ол мені. Сөйтіп матсауаттылықты шығардым есептерін, 5-6 есеп шығардым. Бірақ бір есеп болды менде. Геометриялық есеп. Менің ең жек көретін есептердің бірі матсауаттылықта. Ана геометрия көзіме түсті. Алдында ұнаған В деген вариант болды. Соны В деген белгілеп кетіп қалдым. Одан кейін негізі дүниежүзі тарихы географияны тапсырған болатын. Барымда дүниежүзі тарихын тапсырдым. Қанша балл алдыңыздар? Давай, болды, айтайық. Қанша балл алғаныңызды айтайық, болды. Көрген адамдар уже сотканы бір вареньеге тіреп қойып көріп отырып, қанша балл алдың? Айтпай ма деп. Абай ағай. Қыздарас па? Қыздыру керек еді. Жарайды. Оны көре беріңіздер ары қарай. Сөйтіп тіржетін белгіледім енді. Географияны белгілеп, сонымен аяқтаймын ғой енді. Аяқтаңыз. Аяқтағанда 3 қосу 4 қанша деп шықты? Иә, одан 5 дедім да, бар бітірдім. 5 дедіңіз оны. Біткеннен кейін бір кезде маған тарихым 19 деп қалады ғой. Мәссаған. 19 балл деп қалады. Мен 20 балл. Болды, біз 2 адам жүргіземіз. Ары қарай. Абай ағай. 19 алып қапты, 20 алмапты. В общем, Бекзат ағай екеуміз жүргізетін болдық достар. Абай ағай ас, оңай мысалы болыңыз. Жақсы. Максимально алмаған екен ғой, по идее. Болды, біз Абай ағайдың орнына басқа. Жақсы, суымды алып кете берейін бе? Суын ішпей отыр Абай ағай. Қарыз біздікі бітетін болды мынау. Жаңа басталмай жатып ішіп бітіре қойды. Абай ағайдікі суы толып тұр екен, сол үшін қала берсін онда. Қалдырасыздар ма? Иә, әдемі көрініп тұр екен, жарайды. Енді бір сұрақ, ол қалай қателесті деген, Бекзат ағай, қалай ойлайсыз? Қандай сұрақтан қателесуі мүмкін? Сол қандай сұрақтан қате жібердім деп ойлайсыздар енді? Тарихтан ба? Енді 4-ші ұбтым ғой енді. Қандай сұрақтан кетті деп ойлайсыздар енді? Енді сіз енді 4-ші оқушы жаңағы ұбт-ыңыз болып тұр. Өзіңіз бірнеше жылдық уже ұбт-ға дайындау стажыңыз бар екен. Иә, 4 жылдай болып қалды. Иә. Енді тек қана бірақ қана вариант бар менде. Асығып дұрыс емес жауап белгілеп жібердіңіз. Сол ғана деп ойлап тұрмын. Сіз қалай ойлайсыз? Мен де солай ойлап тұрмын. Мен Қазақстан тарихтағы сұрақтар логикалық түрде берілетін болған екен. Баяғыда 2018 жылы өзім 1-ші ұбт-ын тапсырған кезде маған бір сұрақ келген еді. Үйсіндердің басшысы деген. Мен Гунмо деп жаттаған еді қой кезде. Гунмоны іздеймін, жауапта Гунмо жоқ та. Одан кейін Тәңірқұт деген белгілей салдым. Сөйтіп қадалған екен. Ол кезде 20-дан 16 алдым. Тәңірқұт кімдердікі негізі? Қондардікі ғой. Сол. Үйсіндердікі сізде Күнби деген болды ғой примерно сол. Соны келе жатырмын ғой енді. Күнби не абайды қойдыңыз енді. Асылдыру жерде. Басқаша абайдан деймін ғой мен. Короче, енді сол кезде Тәңірқұт деген точно кімдердікі емес екенін білдім мен. Үйсіндердікі емес екенше сөйтіп белгілей салдым. Сөйтіп үйге келіп жұбаныштан дайындалушы қой кезде. Сол кезде Гунмо және үтір Күнби деп тұр екен да. Сол Күнбиге дайындалмағанмын, сөйтіп қадалып қалғанмын ғой. Тарихта сөйтіп қадала саласың негізше. Қадалу оңай ғой. Математика сияқты емес қой жерде. Есеп шығарып отпайсың да бүйтіп. Иә, бәрін білу керек, иә. Сразу қадала саласың ғой.
енді 19 баллды жаман емес негізі. Конечно. Енді қалай алдыңыз 19 баллды? Енді оқушыларға қазір 19 балл алу оңай емес қой негізі. 19 балл алғанын енді бағанағыдай сіздер айтып кеткендей енді асықтым кішкене. Енді жылдам белгілеп шығайын деп енді белгіледім. Сөйтіп бір сұрақты андай сұрақ болған. Қазақ АКСР-ның төрағасы Сейдолла Меңдешев типа қай не партияға сайланды деген болған. Яғни орталық атқару комитеті немесе халық комиссарлар кеңесі. И мен соны барам да халық комиссарлар кеңесі деген басшы беремін ғой жылдан барып ше. Негізі ол орталық атқару комитеті болған. Мен тексермеймін да оны ше. Бәрін бітіремін да и завершить етемін. Примерно бір қанша мен 40 минутта ма бәрін бітірдім да оқыс уақыт белгіледім, атса уақыт белгіледім сөйтіп бітіре салғанмын. Постойте, 40 минут дейсіз ба? Иә, примерно сондай. Бәріне, иә? Иә, общий. Географияны енді мен ойындаймын, енді мен бәрін наугад белгіледім енді. Сөйтіп тарихымды көрдім, кейін апелляцияға беретін жерді басып қарасам, сол сұрақтан кетіп қапты ше. Кейін түсіндім, осыдан кетіп қаппын ғой мен. Бірақ массауаттылық 10-нан 9 алдым мен. Мәссаған. Осы кезде енді бірден айтып жіберейікші оқушыларға. Андай қате енді жібердіңіз. Не себепті қате жібергеніңізді тағы да бір қайталап айтып жіберіңіз. Жаңағы сұрағыңыздан, асығыстықтан ба, неден болды? Тарихтан ба? Иә, енді ол жерде асығыстық қой балалар. Мысалы, қараңдар. Тарихты белгілегенде бір белгілеп шығу керек та, барлық сұрағыңды ше. Мысалы, тарих белгілейсің, матсауаттылық белгілейсің, оқыс сауат белгілейсің, ДЖТ география не ма? Белгілеп шығу керек та. Бір тағы да сұрақтар көп шығу керек та. Может, сенің ол ойлаған кездегі вариантың болмай қалуы мүмкін да келесі қарағанда. Қарап шықсаң, может, басқа сұрақты белгілеп кетерсің. Сол сияқты бір тексеріп шығу керек екен да сұрақтарды. Әйтпесе мысалы 50 балдан 49 бал ақпасаң мысалы бір обидно болатын сияқты андай. Сол негізі әсіресе математикада, неде, физикада да балаларға айтамын қазір мен ше. Мынау А4 парақтар береді ғой. Иә. Соған балалар бүйтіп шығарады. Бірінші есеп па бүйтіп қарайды да бүйтіп ше, соны шығарып жаза салады. Астына тағы екінші есеп жаза салады, үшінші есеп жаза салады. Енді жаңағы есептерді қайтып тексеретін кезде оларға қиын болады ағай. Тексеруге ана жерде. Әр есеп әр жерде тұр да ана жерде ше. Мен балаларға айттым өткенде. Бірінші есеп па бір деп қой да жанына шығаруын жаз да. Дұрыс. Сол черновик болсын да. Сол жерде бірінші есепті сен қалай жазған тұрсың. Екі деді астына екінші есепті шығар. Енді оның прикол неде сонда деген кезде жаңағы соңында 40 есептің бәрін шығарасың ғой. Енді бәрі шықты, молодецпін дейсің да. Перепроверка жасаған кезде, яғни тағы да тексеретін кезде екінші рет. Уже бірінші есепті қарайсың, сен шығару жолында қарайсың. Мен қателесіп кеткен жоқпын ба деп. Екінші есеп шығару жолында қарайсың деген сияқты. Анау әрқайсысы әр жерде тұрмайды, порядкымен тұрса, саған ол 2-3 балл қосуы мүмкін. Екінші рет тексерген кезде по-любому бір қате кетіп қалуы мүмкін. Егер сен жылдам шығаратын болсаң ше. Сондай лайфхак бар, если что. Енді тарихта да солай. Бізде основном тарихта мысалы сіздерге сұрақ қойайын. Карта деген нәрсені түсінесіздер ме сіздер? Карта деген баяғыда не деген көріп пе едіңіз? Саяхатшы дара деген сол кезде. Сол кезде карталарды танимыз ғой. Бұлай картаны қатты түсінбейсіздер, иә. Мысалы, енді біздің курста оқиды ғой, өзім курстағы оқушыларымда. Сол кезде маған оқушыларым бір атақ беріп қойған. Қандай атақ деп ойлайсыздар енді? Қандай атақ дейсіз ба? Картамен? Ондай болса? Жоқ, картаға байланысты емес. Енді картаға байланысты жалпы да андай. В общем, тарихты ертегі қылып түсіндіретін ағай деп маған сондай атақ берген оқушыларым. Ертегі қылып түсіндіретін. Иә. И менің курсымда ерекшелік, біз карта өтеміз да, картаны көп өтеміз андай. Тақырыпқа келеміз да, карта да. И бізде контекстта карта келеді. Үнемі келеді ол. Бір карта болсын, контекстің ішінде болады. И сіздерге картаны береді да, мысалы Қазақстанның енді солтүстігінде Ресей ғой. Сол Ресей жауып қояды да, 7 деген санмен мемлекет, қай мемлекет деп қояды. Алатта Жоңғар дейді, Түркменстан дейді, Қытай дейді. Сіз картаны білмейтін болсаңыз аласыз алдырасыз. Қытай шығар ол дейсіз. Мен картаны білетін, картаның төбесі солтүстік, асты оңтүстік, сол жақ батыс, оң жақ шығыс. Мен соны білем. Ана орталары енді сәйкесінше солтүстік, шығыс, оңтүстік, шығыс, ана мынау короче. Жалпы сондай мемлекеттердің құрылуы бойынша Қазақстан аман, соның барлығымыз картамен түсінеміз. И сол ұбт-да келсе андай менің оқушыларым уже біледі да картаны. Даже курстағы, мысалы, Инстаграмнан кіріп қарса да болады. Оқушыларым айтып жатады, басында картаны түсінбейтін, нөлмін дейтін андай ше. Қазір карта келсе қуанамын дейді андай. Карта негізі оңай ғой. Мысалы, сіздерде өздеріңіз қанша алдыңыздар мысалы тарихтан? Тарихтан ойбай, біз потолок қойып жатырмыз. Өзіміздің ойымызша біз енді тарихты айырып тастадық енді десек. Жоқ, қазір кішкене осы моменттен өздері жаңа көріп жатқан көрермендер жазып көрсін сразу. Иә, комментарий. Мен тарихты бетін ашпағаныма 2024 қой қазір, иә? 6 жыл болды. 2018 жылы мен соңғы рет тарих тапсырдым ұбт-ға. Одан кейін бетін ашқан жоқпын. Сонда 6 жылда мен енді 20 балдан қанша бал жинауым керек енді.
мен өзім өз күшіммен 7-8 балл жинаймын деп бардым енді ағай. Бірақ мен 14 балл жинап кеттім. Не? Масқара, сұмдық. 6 балл ма сонда? 6 балдан 6 сұрақтан қателескенсіз сонда. 6 сұрақтан қателескем. Еще енді осы жерде бір маңызды нәрсе айта кетейін, көп оқушылар білмейді екен ағай. Мына нені контекст. Соңында мысалы қанша балл алғаның шығады ғой. 100 балл алдың, 110 балл алдың, 80 балл алдың. Сол кезде кейбір оқушылар жабады да кетіп қалады. Мен жапқан жоқпын. Мен Қазақстан тарихтан қалай 14 алып кеттім, 6 сұрақ қай жерден қателестің дедім да. Ана жерден операцияға дегенге бастым мінекей. Әңгіме қайда жатыр. Операция дегенге бассаңыздар, ана жерде сіздер қателескен сұрақтардың барлығын шығарып береді. 2 баллдық көп жауапты яғни. Сұрақтарда біреуін тауып, біреуін таппасаң да оны шығарып береді. Яғни тек қана сіз максимальный балл жинаған сұрақтарды ғана көрсетпейді, қалғандары көрсетіледі. Мен сөйтіп математикадан да қателескен сұрақтарымның бәрін көре алмадым, өйткені бәрі дұрыс болды. Молодец. Матсауаттылықтан да көре алмадым тегісі. Оны білдіртпей мақтану дейма қалай? Әне. Бұл мен білдіртпей дейді. Мақтанғанды жақсы көрмеймін, мысалы. Оқу сауаттылықтан максимально алғанды айтып не қыламын мысалы. Иә, 10 балл сұмдық. Оны айтып не істеймін мен мысалы. Өздеріңіз енді қараңыздар. Жоқ, мына жаңа айтқым келіп жатқан. Нәтиже сөйлесін, иә, жаңа айтқым келіп жатқаны енді прикол ғой енді, мақтанып жатқан жоқпыз. Айтқым келіп жатқан, не айтқым келіп жатыр еді жаңа? Тарих сізден не тарих сұрап отырады? Жаңа апелляцияға беру деген бассаңыздар, қателескен сұрақтарыңызды көріп аласыздар. Соны басыңыздар сіздер. Ана апелляцияға беру деген басасыздар, тұрады. Одан қателескен сұрақтардың бәрін көріп аласыздар. Сол кезде үйге келгеніңізде анализ жасайсыздар. Мына есеп шығара алмадым, мына сұрақтан қателестім деген сияқты. Вот сондай мәселе ағай, соны көбісі білмейді екен. Енді қалай 14 алып кеттіңіз енді? Білмеймін, в общем. Ана контексттен енді көрдім ғой қателескен сұрақтарымшы. Екі контексттен бір ғана сұрақтан қателескен екен. Значит, контексттен 9 балл алып тұрсыз. 9 балл алғам ғой, масқара. Ана индустрияландыру мен екінші контекст қандай келіп еді? Ұжымдастыру келімізге примерно. Білмеймін, в общем. Ана жерде контекстте жауаптар тұрады екен ғой, короче. Ана жерде тура оқу сауаттылық сияқты екен, Қазақстан тарихының контексттері ше. В общем, айтады ғой, Бекзат Төлеков деген физиканы мықты шығарады дейді да. Астында сұрақ тұрады. Бекзат Төлеков қай пәнді мықты шығарады? Физика, биология, валиология, технология деген сияқты жауаптар тұрады. Енді логиканы қосып не істесе, Қазақстан тарихының контексттері оңай екен ағай. Одан кейін 10 сұрақтың 5 баллын алып кеттім ағай мен. Масқара. Анау кәдімгі сұрақтар болды, 1-ден 10-ға дейін ше. Оңай болды ма или қалай алдыңыз? Білмеймін мен андай. Ай, осау деп отырып белгіледім. Алма кетті дейсіз ғой. Сол білмеймін, в общем. Или біз Қазақстан тарихты все-таки оқығаннан кейін фундамент бар. Фундамент бар енді. Құламаған, жақсы не істеген ғой сонда. Біз все-таки оқыдық қой. Сол үшін мектептегі мұғалімдерімізге бір шапалақтап қойықшы. Мінекей. Абай ағай, сіз шапалақтамадыңыз. Енді просто упор көрмейді да мұғалімдер. Бір әріп үйреткен адамға 40 жыл сәлем бер дей ма? Сондай айтушы еді ғой. Деп Абай ағай сынай берсең, басына жататын сияқты ғой. Абай ағай, Абайдың сөздерімен ба чисто? Абай ағайға тимеңдерші, жаным, мәшин Абай ағай деп астына комментарийлер жазады. Абай ағай, сіз халық қаһарманы болсын енді. Жарайды, Бекзат ағай енді патолог мықты қойып тастапты енді. Қазақстан тарихтан мен көп сөйлеп кеттім, Бекзат ағай сөйлеу керек негізі. Қанша алдыңыз Бекзат ағайсыз? Менен тура жаңағы Мұхаммед ағай сияқты мектеп бітіргелі уже 7 жылдай болып қалды. Оған дейін де жаңа айтып кеттім ғой мен, ништа бізде қазіргі әлемдегі Қазақстан деген сабақ болатын. Ол сабақта біз көбінесе жаңағы геосаясат туралы талдайтынбыз. Одан кейін дебат көп жасайтынбыз. Эссе көп жазатынбыз мысалы тарихтың өзінде ше. И біз уже мен мысалы 9 класстан кейін түсетін болсам Назарбаев Зияткерлік мектебіне 2 жыл мен андай тарихты дұрыс оқыған жоқпын. Одан кейін 7 жыл ұмыттым. Универге түстім, магистратура болды, анау полностью ұмыттым. Қанша деп ойлайсыздар? Ой, бұл кісі мақталды. Бұл кісі деп 20 балдан 15 алып кеттім, случайно алып кеттім. Слифтің арқасында деп. 5 сұрақтан қателесіп тұрсыз сонда. Мен бірақ міне жаңа Мұхаммед аға айтты ғой бізге. Ана ең соңында операция беру дегенді басса сұрақтар көрінеді деп, қате сұрақтардың барлығын көруге болады. Мен сіз оны ертерек айтуларыңыз керек еді, подкастты ертерек түсіндіргендеріңізде мен соны көріп
уже операция деген басуға болады екен деген білуші едім да. Ағай, сізде уақыт болған жоқ қой, бірақ 40 минутта белгілеп бітірдіңіз ба? Бір бәлеге қалған ғой бұл кісі. Физика, математика, ойлаңызшы. Физикада, математикада 40-80 есеп, матсауатлық 10 есеп, тағы 90 есеп па? 90 есеп, ана жақта тағы да 30 сұрақ. Оқы сауатпен қаз тарихтан ше. Бұл кісі 90 есепті шығарып, 30 сұраққа жауап беріп, қанша минутта бітірдіңіз? 2 сағат 15 минут. 2 сағат 15 минут солай болып қалды. Вундеркинд ағай болсын. Вундеркинд ағай мықты екен. Оқушыларым ат беріп қойды Вундеркинд деп. Сізге қандай атақ берді? Маған мысалы ертеге қылып түсіндіретін ағай деді. Вундеркинд ағай деді. Сізді қалай атады? Мұқан қаған. Жоқ, менікі Вундеркинд емес, Вундеркинг екен. Вундер Кинг. Бургер Кинг. Бургер Кинг. Бургер Кинг деген де бар. Бургер Кинг жақсы көреміз, жарайды. Бургер Кинг. Бахан дейді дұрыс па деп ойлаймын да мен. Салам бро бар. И міне мен жаңа осы жерде бір айта кететін нәрсе. Бургер сүйер қауымға айтыңыз. Сіз жаңа айттыңыз ғой енді аз уақыттың ішінде жасап кетті деп. Ол ешқандай мақтаныш емес балалар. Жоқ. Ешқандай мақтаныш емес, себебі мен өзімнің дайындайтын пәнімнің өзінен, мысалы физикадан дайындап жүрмін ба, курстар түсіріп, содан 50-дің 48-ін ақ қалдым. Вот до конца отыру керек еді да, до конца деп дарабоз сияқты. Осы жерде оқушыларға айта кетейік. Бұл ОБТ-дан негізі көп оқушылар, әсіресе ауызша пәндерді белгілейтін оқушылар 1,5 сағат, 2 сағаттан шығып кетеді екен. Бекзат ағайдың нелері. Достар. Осы кісі сияқты шығып кетеді екен. Негізі соңына дейін отыру керек қой. Мен мысалы соңына дейін ана алып кірген шоколадым еріп біткенше отырдым мысалы ше. Ана өйткені мен бір себебі ол математикадағы 40 есепті жаттап шығу деген нем болды мен, миссиям болды. Қандай есептер деген жаттап шығу деген енді. 40 есептен бір контекст қой, бір контекст 35 есеп. Қанша оны жаттап шықтым мен енді деп ойлайсыздар? 30 есеп па? 20-сын шығар. Бір 20-сын жаттап шығам ғой деп жаттағам. Мен үйге келіп жаздым, 30 есеп жаттап шыққан екем, жаңа біреу түсті тағы есіме. 6 бұрышқа байланысты 31 есеп. Потолок. Еще контекст бар, 36. В общем, 4 есепті ғана ұмытып тұрмын ғой нұсқадағыша. Вот сондай беру керек бізге. Сол нені жаттап шыққан ағайша. Есептерді ше. Керемет. Оны мен үшін айтып. Соңынан кейін отыру керек деген нәрсені айтып қой да. Иә. Вот. Сондай ғой мысалы енді бірақ ол ауызша пәндерде андай да, мысалы математика және физикада болады ғой. Шарастыр болса есепші. Бірақ ауызша пәнде көбінесе андай болады. Мысалы болып тұрады ғой андай көп жауапты, мысалы ДЖТ дейміз, география дейміз, ол жақта варианттар болады да. Сізге таңда дейді ол жақта ше. 3 вариант болады, мысалы 3 сұрақ. Сіз оның екеуін белгілесіз, біреуін білмей отырсыз да. Белгілесем ба, белгілемесем ба деп. Біреусін белгілесеңіз қате болып кетеді ол ше. Сол сияқты да бізде андай нақты бермейді да. Сен ол жаққа чисто жаттап баруың керек. Дұрыс айтасыз. Сіздер сияқты оны шығармаймыз да біз ше. Біз четко жаттаймыз, соны белгілейміз да. Өзі қазір сонда мына базада тарихтан бізде қай класстан бастап келеді? 6-шы класс па? Енді 6, 7, 8, 9, 10, 6 сынып қой жалпы. 6 сынып полностью білу керек. Иә, одан кейін мысалы сіздерде бұрында енді ұбт тапсырдық қой, сол кезде тас дәуірі, Петий Антроп, Син Антроп дегендер келді ме сіздерге де? Тапсырдыңыздар сондай да? Иә, бұрын келген. Ява аралынан табылған. Неандерталь қолымды тапсырып жүргенде келген. Қазір мысалы оны алып тастадық ОБТ-дан. Қазір бізде 6, анау біз бұрында 7-ті өтуші едік қой, 7-ті тұрық қағанаты деп ше. Содан басталады. Ал 10-шы сынып өже мысалы бізде қазір неолиттік төңкеріс дейміз ғой. Содан басталады. Яғни база сәл ауысты да тарихта да. И керек емес сұрақтарды алып тастаған бізде де. Математикада бар ондай. Ауысты. Мысалға математикада қазір мәтіндік есептерді полный алып тастады. Мәтіндік есептердің ішіндегі өзен ағысы процентке байланысты, бірақ процент кейбір жерлерде жүреді ол бәрібір ше андай. Геометриялық есептерде де. Иә, анау жалпы мәтіндік есептер алынып тасталды. Жұмысқа байланысты есеп, қозғалысқа байланысты есеп дегендердің бәрі кетті. Одан кейін ықтималдық пен комбинаторика математикада былтыр келген, контекст болып келген балаларға биыл келмейтін болды. Ол тек қана матсауаттықта келеді. Мәтіндік есептерде солай тек қана матсауаттықта келеді. Одан кейін кім бар? Статистика элементтері бар. Ол да тек қана матсауаттықта келеді, математикада келмейді. Дифуршы. Енді бұларды матсауаттыққа ауыстырып тастады ағай. Енді дифур жаңағы дифференциал теңдеулер бар, комплекс сандар бар, функцияның шегі лимит бар, асимптота бар. Осы тақырыптар математикаға жаңа форматпен соңғы жылдар қосылған. Бұрынғы жылдар тапсырған жоқ едік бұларды. Соңғы жылдар қосылды, қазір осы 2024-те бұларды қайтадан алып тастады. Тақырып көбейіп кетті деді ма, бұларды алып тастады. Одан кейін қандай тақырыптарды алып тастады? Бұрын бар тақырыптар, бұрын атам заманынан бері,
яғни 2018 мен ұбт тапсырған кезде бар тақырыптарды алып тастады. Олар айта кетсек, ол күрделі иррационал теңсіздіктер деген бар еді. Иә. Анау, короче, түбір астындағы x қосылған 2 үлкен x қосылу 1-ден деген сияқты. Сондай есептерді алып тастады. Күрделі иррационал теңсіздіктер. Содан кейін тригонометриялық теңсіздіктер, күрделісін алып тастады. Күрделі тригонометриялық теңсіздіктер. Одан кейін математика таңдамағандар қыс болмай баратыр, олар шығып кетуі мүмкін қазір. Сол үшін тарихтан бірдеңе айтып қойдым. Міне, вот менің математика жек көретін себебім осындай да, мен андай шығарғым келмейді да, мен мысалы босынға кетіп қалатын едім. Қайтып баратыр. Қайтып баратыр мен. Абайға қайтып. Айта салайын, соңғы тақырып бізде тригонометриялық теңсіздіктер жүйесі. Қарапайымы да күрделі де бәрі кетті. В общем, бәрін айтып шыққан сияқтымын мен. Осыларды алып тастады, короче. Енді кете берейін. Сіз қайтып барасыз ба? Жақсы. Мынандай. Еще мен бағана айттым ғой сіздерге, матсауаттылықта мен 9 алдым деп ше, 10-нан 9-шы. Мысалы енді қараңыз, осы оқушыларда енді 10 балл ғой. Бірақ менсінбейді да оны ше. Матсауаттылық мысалы менсінбей атады да. Бірақ барады да қадалып қалады да. Сіз 10-нан 9 дегенді айтып еді? Мен 10-нан 9 алдым. Сонымен таңғалып отырмын. Иә. Соны енді қалай алып кеттім мен сонда матсауаттылықты қалай сонда оқуға болмай ма сонда? Оқымай-ақ сонда 9 алса бола ма? Қалай? Сіз оқымай бардыңыз, иә? Мен енді фундаментім бар ғой менде енді. Просто сіз кіммен бардыңыз ұбт-ға? Әне. Өзіңіз жалғыз бардыңыз ба? Или біреумен барған сияқтысыз ше? Мен ба? Мен біреумен барған сияқтымын сол. Ол үшін историялар бір қарап шықсын, Бар дам онлайн деген Instagram парақшасына кіріп Абайға айт. Білемін ғой мен білемін ғой. Сіз менімен бардыңыз. Жоқ енді бұл жерде андай ғой айтқым келіп отқаны. Мен матсауаттылық негізі жек көретін пән болған. И оны шығарғым келмейтін мен ше. Бірақ мен білетінім мынандай. Жасқа байланысты есеп деген, еще маған саты деген есеп келді ғой. Саты, короче, бүйтеді. Саты дейді да, мынау стена, короче, соған бүйтіп сатын қойып қояды, короче. Сөйтіп айтады, мына стена 12 дейді. Мына сатыда мына жері 5 дейді да. Мына сатының ұзындығын тап дейді. Пифагор теоремасы. Сіз бірақ оны Пифагорға самағансыз. Пифагорға саған мен өзімнің андай жеке техникаларым болған. Ана жақта примерно есептеймін ғой менен ше. Заң, новыйдан заң шығарып жүрген дедіңіз ғой, сөйтіп, примерно ұнаған жауап 13 деген жауап болды андай. Ең 13 па? Қанша болды сол кезде? 13 болды, 13 болды. Сол 11 деді, 13 деді, и 7, 9 деген варианттар болды. Мінекей, қателік ағай. Осы жерде Абай ағайдың мына алып кеткен ұпайы негізі әділетсіз. Не үшін айтайын ба? Себебі мына жерде 12 тұр, иә? 12 деп берген да мынаншы. И мынау одан қарағанда ұзын ғой, тұрғызсаң одан ұзын болады мынау, явно. Абай ағай соны ойлаған. Мынау жауаптың бәрі 12-ден ассаңдар, 11, 9, 7, одан 13 тұр екен. Мынау 13-қа тең дей саған да. А неге 14 деген жауап неге бермеске? Критикалық ойлау. Критикалық ойлау, иә. Енді ол кезде беріп қойса мейлі, енді мен қателесетін жерім, бірақ мен 8 алсам да қуанатын едім. Жоқ, молодцы. Сол жердегі нені айтам да, ол есеп маған да келді ағай. Ашығын айту керек. Сіз қанша алдыңыз? Мен енді матсауаттылықтан енді 10 ақ балдым енді. 10 балдан. 10-нан 10 алдыңыз ба сонда? 10-нан 10 бал алдым. Мен математикадан 50-ден 50 алдым ағай. Тема. Физикадан енді қадалып қалдым. 50-ден 15 бал алдым. Оқу сауаттылықтан 10 балдан 9 бал алдым. Оқу сауаттылықтан кеткен қате андай бір мәтін берді ғой. Сізге де сол мәтін келген шығар, бір күн тапсырды ғой. Бір күнде. Құнанбай деген ба? Жоқ, оларды дұрыс белгіледім. Анау. Адамның аты. Адам ат қой. Адам ат қой, олардың бәрі дұрыс белгіледім. Қателескен сұрағым. Ана бір әдіс берді ғой. Иә. Короче, бір не бар дейді да, мысалға көз көрмейтін адамдар арнайы технологиямен не істей алады дейді. Жазу жазыла ма? Пернетақта дедім. Пернетақта. Не, жаңағы пернетақта. Сондай жасап шығарған дейді да, енді сол жөнінде айтып жатыр. И соңында сұрақ мынандай ғой, оқу сауаттылық қадайтын сұрақтар былай беріледі ғой. Мәтіннің негізгі ойын табыңыз деген ше. Дұрыс. Ана жерде екі жауап болды. Біреуі, короче, пернетақта. Пернетақтаны бірдеңесі, короче, пернетақтаны насихаттау деген жауап тұр. Екінші жауап тұр, зағип жандарға көмектесу деген жауап тұр. Енді мен сол кезде тупит етіп, зағип жандарға көмектесу деген таңдаптым, бірақ ол пернетақта жөніндегі мәтін екен. Мен ол жерде өзім аржақ ет қаптым ше. Оңай екен ба жоқ, пернетақта жөнінде деген. Соны белгілей салу керек екен да. Маған да сол келді ғой. Мен сол сұрақтан қателесіп 9 балл болдым. Мен оқу сауаттылық қызық негізі. Сіз қанша болдыңыз? Мен 7 алдым мен. Ой, тарихқа жақын еді ғой. Тарихқа жақын еді, не, бірақ соңында бас ауырып кетті ана дедіңше. География кіріп едім мен. География. Оңай болған жоқ па? Оңай емес. Мен кірдім де енді бәрін андай
ауызша белгілеп шықтым енді примерно. Қаншалықты білесіз? Қайсыдан, географиядан ба? Географияны бұл кісі оқымай кеткеніне қанша жыл болды? Біраз жыл оқып болды. 4-5 жыл оқып қалды. 5 жылдан енді. Онда 20 алған шығарсыз. Ай 20-ға жетпейді. 14 болды ғой. 14 болма. Мен физикадан асып кетті ғой, не? 15. 50-ден 15. Наугаттардан ба? Сонымен? Мен сондай, мен 9 балл алдым енді. Андай, не келді ғой маған? Диаграмма келді. Жасқа байланысты есеп, одан кейін процентке байланысты. Мен процент жақсы көремін шандай. Процент ана. Процент харамға білесіз ба? Проценттен ақша беру деген. Ықтималдық деген бар. Ықтималдық келді. Оны да жақсы көретін. Енді мода деген болған, сол да келді. Өзгеріс ауқымы деген тақырыптар. Оңай нұсқа келген сияқты. Оңай келіп қалған сияқты ойлаймын. Мен 9 балл аламын деп ойлаған жоқпын мен. Примерно 5 балл аламын деп ойладым мен. Бірақ енді есептер әлемі шығып тұрды андай ше өзі. Матсауаттылық енді кейбір нұсқалар қиын келіп қалады екен. Кейбір нұсқалар оңай келіп қалады екен. Оған да байланысты екен. Оны есеп әртүрлі 10 тақырыптан алды да, оны есепті бере салады да. Сен дайын болмаған тақырыптан келіп қалса қадайды ше. Өткенде бір ОТО-ның нұсқалары шыққан кезде бір нұсқа кәдімгідей қиын нұсқа болды. Матсауаттылықтан ба? Иә, осы өткенде шыққан кезде мен таңғалып қалдым, мен матсауаттылық қиындатып жіберіпті ғой деп. Бірақ ұбт-ға барып қаңтар ұбт-сын тапсырсам, мына есептер кәдімгідей оңай болып қалды да. Бірақ нағыз ұбт-та енді қалай болатыны белгісіз. Иә. Сол үшін де мен матсауаттылықтан курс сабақ беремін ғой, онлайн сабақ беремін ғой. 50 сабақ түсіргем. Матсауаттылыққа арнап. Ол кезде матсауаттылық байқаса 15 балл алды, 15 балл еді. Содан ол 10 балл болып қалды. Оның репутациясын түсіріп жатыр ше. Жүрегім ауырып қалды. Біздікі де бір рет түсіп қалған, 15 балл болып қаламыз біз. Мен кішкене 5 балл қосып 20 балл болып кішкене көзарылып қалдық бізде. Бұл тарихты көтерді да зато. Енді матсауаттылықпен ойнамаңыздар ағайлар. Бұл матсауаттылық баяғыда 20 балл еді. 2017 жылдан бастап 2020 жылы күзге дейін, қараша айына дейін. Матсауаттылықпен ойнамаңыздар. Матсауаттылық 10 балл болып қалды. 20 балл еді. Тура жаңағындай ғой, сол оқу сауаттылықта жаңа айттыңыз ғой сіз. Нені тап дегенші. Солар қиын екен шынымен. Мәтіннің негізгі ойы. Жақсылап ана контекстті жақсылап қарамасаң андай. Одан кейін мәтіннің стилін тап деген береді. Публицистикалық. Мақал мәтел деген бар еще. Мақал мәтел оңайырақ енді. Мәтінге сәйкес мақал мәтел. Жоқ, бірақ кейбіреуі қиын түсіп қалады. Мен бұрында сол үшін осы оқу сауаттан 20-дан 9 оқып қалғанмын. ұбт-да ма, нағыз ұбт-да? Сондай бір мәселе болды. Короче, ана жақта 2 ой тұрады ғой. Екеуі ұқсайды да бір-біріне. Деп бүйтіп отырамын да, примерно қайсысы екен деп андан белгілеп жіберемін. Кейін қарасам тура содан қате кеткен екен ше, оқу сауаттан. Оқу сауаттылықты мен негізі жақсы көремін. 2018 жылы мен өзім ұбт-ны тапсырдым 11 класстан кейін. Сол кезде оқу сауаттылық 20 балл етін. Мен сол кезде 18 балл алғам. Матсауаттылық 20 балл етін олды. 19 балл алғам сол кезде. Бірақ математикадан мен ол кезде 40 баллдан 30 балл алғам. Яғни мен математика білімім 2018 жылы 11 класс бітірген кезде максимально балл алуға жетпеген екен. Одан кейін қазуға түстік, мехматқа түстік, ары қарай біліміміз көтеріп, қазір 50 балл алғаныма қуаныштымын енді осы қаңтар ұбт-сында. Молодцы. Менің енді Мұхаммед ағай үшін бір шапалақ қой. Матсаудан қанша алдыңыз айтпақшы бағана? Рахмет достар. Айтпадыңыз осы қанша алғаныңызды? Физика. Ой, бұл кісі математиканы айырып тастаған ғой. Мен оқу сауаттылығынан 10-нан 8 балл болды. Жаңағында сұрақтар қадады мен ше. Мақал мәтел анау мынау сіз мақал мәтел жылдан белгілеп кеткенсіз. Содан кейін тарих. Бірақ менде бар ғой, как будто тарих пен оқу сауаттылыққа ұзақ уақыт кеткендей болды ше. Қалған пәндерге қарап. Иә. Қазір сосын анау бәрін осы нәтижелерін бәрін айтып болған соң андай бір гайд жасау керек сияқты балаларға ше. Андай қай тақырып негізі қай сабақтарда мысалы физмат таңдайтындарға қай пәннен бастаған дұрыс, потому что кейбіреулер сондай сұрақтарға не істеп қалады. Соны айтайық та онда қазір. Иә. Мен онда жаңағыны айтып бітіріп тастайын иә. 10-нан 8 болды, тарих 15 болды, матсауаттылық 10-нан 10 болды, каким-то образом математикада 40-тан 50-ден 49 болды, физика жаңа айтып кеттім 48, сөйтіп 130 болды ғой. 50-ден 48 физика. Общий 130 алдыңыз ба? 130. Общий балл бойынша рекорд қойған Бекзат ағайға шапалақ ұрып қояйық. Мінекей тамаша. Тарихтан кетіп тұр. 5 балл қалған пәндерден кетіп тұр осындай. 5 балл я тарих, 2-еуі оқу сауаттылық, 1-еуі математика, 2-еуі физика. Тарих жақсылап. Сол огорчающий момент болып тұр да жаңағы ше. 48 неге болып қалған вот. Ағай сіз бүйтіңіз. Тарихтан Абай ағайдың курсына қатысыңыз. Қазақстан тарихты басын аяғынан оқып шығыңыз да ағайша. Уақытыңыз болса енді. Болды. WhatsApp-қа жазам ба, қайда жазам? Ол үшін номер берейін.
8-747 220-16 деген номер бар. Сол номерге жазасыз. Тарихтан же. Тарихтан қатысасыз. Сөйтіп 20 балға дейін ұпайыңызды көтересіз. 20 балға көтересіз, сіз 135 бал аласыз уже. Жазғы отын тапсырған кезде ше. Одан кейін оқу сауаттылықтан кішкене ол кезде мұқият оқи бастайсыз. 2 бал қосасыз, 137 бал аласыз. Одан кейін математикадан ағай, екеуміз бір әңгіме айтты, қайталап, одан ұбт-ға барған кезде физика мен математиканы сіз асықпай белгілеңіз да. Қазір 2,5 сағат дедіңіз ба, өзі 4 сағат отырыңыз ағай. Сонда сіз 140 бал аласыз ағай. Көрдіңіз ба? 140 бал алған кезде сіз Қазақстан бойынша бәрі танитын болады. Қазір пока танымайдыр ешкім. Қазір танымайдыр да. Вот сондай кеңесім бар енді ағайша. Енді өзіңіз қарайсыз қой. Все, бұл от души кеңестеріңізге рахмет. Подкаст бітті ма? Подкаст жоқ, біткен жоқ, просто қадағалау бар дей ма? Ой, бізде енді тарих курсы енді мықты енді. Қазақстан тарих курсы жүргізесіз. Онлайн ба курс ағай? Бізде онлайн, Шымкент қаласына келесіз ба ағай? Жоқ, біз тек қана Алматыдамыз. Қызылорда қаласына келесіз. Жоқ, біз бірақ андай онлайн ғой бізде. Қатыса бересіз ғой сіздер. Любой қаладан. Онлайн қатыса берем ба? Одан кейін біздің Қазақ тарих курсының ерекшелігі нөлден бастаймыз да барлығын. Мысалы енді примерно екеуміз келіп отырсыздар да андай тарихты. Карта білмеймін дейсіздер маған. Мен келемін да карта үйретемін сіздерге. Картадан бастаймыз біз. Ол сұрақтар ұбт-та келе ма? Карта келеді ғой бізде. Сол сұрақ емес, ол жерде карта түсіну керек просто бізде. Карта келеді дейді. Короче, картаны жақсы білу керек екенбіз. Мемлекеттері бар. Қазақ хандығы деген құрылған жерлерін білесіз ғой енді. Шайқастардың жерін сұрайды сіздерден. Сол кезде мынандай сұрақ келген бізде. Мысалы, Шымкенттің батысында өткен құрылтай дейді да. Қандай құрылтай деп қояды мысалы сізге? Шымкенттің батысында өткен құрылтай? Бізде мысалы ол Тоқаев қатысқан ба? Жоқ. Ол қалай сонда? Просто құрылтай болады бізде мысалы Күлтөбе құрылтай. Ордабасы құрылтай емес па? Иә, сол Ордабасы болады ғой. Енді сол жерде бізде картамен түсіндіремін оқушыларға мен оны ше. Типа ана жақта болды балалар, мысалы Шымкенттің батысында мына аумақта, ал басқа құрылтай мына жақта болды деген сияқты ше. Сондықтан да осындай картамен түсіну керек те бізге. Одан мемлекеттер бағанағыдай. Мысалы бізде енді өздеріңіз білесіз Шыңғыс хан деген болады ғой, үлкен тақырып енді Қазақстан тарихында. Енді Ұлы Моғол империясын құрған деп ше. Ол мемлекетті ыдырағаннан кейін көптеген мемлекеттер пайда болды Қазақстан аумағында. Мысалы солар сұрайды бізде. Қазақстанның батысында дейді, мысалы енді батыс шығыс деген біледі ғой. Бірақ кейбір оқушылар білмеуі мүмкін да. Мысалы келеді да маған айтады, ағай батыс деген қай жақ ол дейді. Батыс шығыс деген қай жақ дейді. Батыс деген сол қол жақ, шығыс деген оң қол жақ. Айтамын ғой мен сізге, мына деймін, қолымды көтеремін дейді. Мынау батыс, мынау шығыс деймін, енді өздерің елестетіңдер деймін. Бірақ бізде енді терминдер бар ғой. Қазақстан шығыс дешті қыпшақ дейді, мысалы батыс дешті қыпшақ дейді, ондай терминдер ше. Вот сондайды үйретеміз да. Бірақ енді бастапқы деңгейі ол. Енді мен осы картаға жөнінде бірдеңе айта кетейін енді сіздерге қазір. Өздеріңіз қарап аласыз, керек адам ала алады ғой. Мен қалай жаттағанмын деген нәрсе ше. Анау картаны ашса, төбесінде аппақ бірдеңе тұрады короче. Ол солтүстік мұздың мұхиты дұрыс па? Солтүстік төбеде екенін значит жаттап аламын да. Енді қарама-қарсы асты оңтүстік. Одан кейін мен көп жылдары бойы ана батыс пен шығыс қай жақ, оң жақ, сол жақ қайсысы деген шатастырып жүрдім да. И мен былай жаттап алдым короче. Мынау батыс деген короче, батыс дегеннің экономикасы қандай? Мықты мысалы да. Значит, Головкинмен байланыстырып тастадым, в общем, батысты ше. Головкиннің қай қолы мықты? Сол қолы мықты. Значит, батыс пен Головкиннің қандай байланысы бар? Екеуі де сол жақта дегенше. Бірақ Головкин өзі батыстық емес десеңші. Головкин Қарағандынікі. Головкин орталықтікі. Енді бұл біреуге өте ма, өтпей ма, ол маған өзім пайдасы бар да. Мен өзім бір жерді айтып отырмын, өсіп жаттағаным ше. Ол шатаспаймын да енді всегда мен ертең 90-ға келсем де кішкентай ата батыс деген картада қай жақ дейді. Головкин өзі сол жақ. Сол жақ дейсің, шығыс оң жақ дейсің, енді қарама-қарсы шығыс оң жақ. Енді или былай жаттап алсаңдар болады, біздің болды айтпай қойыншы ештеңе да. Что-то мен кетіп қалған сияқты. Мен оқушыларға айтамын короче. Оң қол деймін, батыс деймін. Мына қол шығыс деймін болды. Просто картаға тұрды осылай көтер деймін болды. Басқа ешқандай керегі жоқ. Головкин дегендер. Головкин деген мен оны былай қосам. Мен оны мысалы сіздерден мынандай сұрақ болады көп оқушыда. Енді травма деймін ба, мындай больной тема ғой. Дата жоқ. Қазақша сөйлейік, жарақат. Жарақат. Жарақат алды. Дата қалай жаттау деген болады ғой. Міне, вот сіздерге енді қиын ба сол? Дата болғанда, онда қазақша дейді ғой. Жылдарды жаттау. Датаның қазақшасы қандай ғой? Жылдар. Дата. Мерзім. Жарайды. Аралық. Датаны қалай жаттау керек дейсіз ба? Иә. Сондай больной тема бар. Қазір 100 дата бермеймін, дата жаттамайды ғой қазір. Вот, қараңыз, енді осы жерде бізде маған оқушылар көп айтады да, ағай дейді, 100 датаны беріп қойды ғой дейді да. Дата біз не үшін жаттаймыз дейді, дата келмейді ғой бізге дейді. Сіздерге сұрақ мынандай да, ол вариантта дата бермейді сіздерге.
бірақ сұрақта беріледі. Сонда қалай айтады, неде қазір уже алдын ала беріп қоятын болған ба датаны? Шарт қояды, дата, дүние жүзі. Бізде мынандай сұрақ болған ұбт-да, қараңыз. Мысалы, Сырым датыл көтерілісі басталған кезде дейді, кіші жүздің ханы дейді да. Сіз бірінші не істейсіз, Сырым датыл көтерілісінің қай жыл болғанын? Айшуақ па жауабы? Содан кейін беріп қояды. Ол емес па? Типа хандардың жылы бар ғой? Нұралы, Ералы, Есім, Айшуақ деген ше. Кіші жүздің ханы. Нұралы ма? Иә, Нұралы. Енді бұл жерде 1780-1797 жыл аралығында болады ғой, 97-ге дейін деп тұр да бұл. Ал көп оқушы ойлайды, Тошта мысалы бізде осы Сырым датыл көтеріліс кезінде Есім деген хан болады. Енді анау қазақ хандығында Есім емес енді, басқа Есім андай. Есім хан. Соны өлтіреді да, 97 жылшы. Сол да ойлап қалуы мүмкін да. Сол сияқты датаны білсең, жылдарды білсең оңай да саған. Татаспайсың, иә? Нақты. Оның бәрібір де сонда білу керек қой адам, иә? Дата вообще оқымаймын, мен тек қана мәтін оқимын дегендерге сонда болмайды, иә? Болмайды ол. Жарайды. Енді ағай, мен датаны жаттау бойынша бір кішігірім лайфхак. Сендер қолдана аласыңдар ма, алмайсыңдар білмеймін мен ше. Мысалы, баяғыда біз бекіністерді жаттадық. Железинск бекінісі 1837 ма? Жоқ. Негізі қаланған. Қаншасыншы жыл? 1717. 1717 ма? Маған бәрібір. 7-мен аяқталып тұрса болды. Керемет. Міне, енді ұбт-ға барам мен же, қараңдар. ұбт-ға барам. Маған сұрақтарды қанша? 1717, 1817, 1917 деп бермейді сұрақтарды. Сұрақтарды 1817, 1818, 1819, 1820 деп береді. Керемет. Күшті. Мен соңғы цифр 7 ма, Железинск 7-ге аяқталады, болды ма ағай? Андай 1717 деп жаттап жүрмеймін. Сол кезде ол іске асты енді. Соңғы 7-мен аяқталады дегенше. Бірақ 1717 дедіңіз ғой. Қазір бірақ ол лайфхак жұмыс жасамайтын сияқты. Себебі Железинск бекінісі 18-ші ғасырдың басында негіз қаланды ғой, значит, 1717 болса. Онда сондай сұрақ келе салады. 18-ші ғасырдың басы, сол дұрыс жауап, 18-ші ғасырдың аяғы, 19-ші ғасырдың басы, 16-ші ғасырдың аяғы деген сияқты сұрақ келе салады. Ол кезде сен таппайсың ол менше. Қай жетеді деген сияқты ше. Мен сөйтіп жаттағам енді. 7-ге аяқталады деп. Семей бекінісі мысалы 1718 дұрыс па? Жарайды енді ол тарихқа кіріп кеттік. Негізі подкасттың атын тарих деп қоя саламыз енді, не істейміз? Тарих сабағы деп па? Тарих сабағын өткен Абай ағайға рахмет. Жаңағы неден оқушыларға енді бір гайд жасап берейік. Қалай оқушылар өзі дайындықты қай кезде бастаған дұрыс, ұбт-ға кірердің алдында не істеу керек, қандай заттарды алып баруға болады. Мысалы, мен қандай заттар алып баруға болады дегенге мынаны айтқым келеді. Жанында бір анау енді не екен ғой, тест тапсырған кезде жаңа камераң тұрады, анау-мынау жанында нелер басқа адамдар тапсырып отыр. Жанында отырған жаңа бір қыз не алып берді, шоколад, су дегенше. Мен еш нәрсе апармауым ма ана жаққа? Қарныңыз ашты. Қарны ашты. Соның кесірінен жаңа 48-49 ақ. Бір шоколад кішкене бір жей салу керек еді да, бір плитка болса да. Бір Альпенгольдтың несі ғой қарады. Сондай. И вот ана тест тапсырып жатқанда андай болады екен еще. Тест тапсырып жатасың, бір кезде экран сразу қап-қараңғы болып кетеді. Мен сразу ойлап қалдым, короче, бір нәрсе бүлдірдім ба депші. Сөйтсем ондай емес екен ғой. Ана жақта шығады екен жаңағыдай. 3 минут демалып ал, 5 минут демалып ал. Биометриялық тексеріс. Одан андай болмасыздар да бейді, камераны қоясың да бейді. Анау жарты сағат өсіп тұрған жаным мен қаным шығып кетті. Құлақ түсіреді деймі? Сол, мен онда 1,5 сағатта бітіріп жетінші. Анау деген кәдімгідей баста ұрып жетеді. Face ID қаншеді. Енді ол жерде бірінші сонымен кірді бала мысалы. ұбт-ға кірді ағайша. Не істеу керек? Ең бірінші, вот давайте анамен определять етіп алайық. Аға, енді сіздегі тарих қой. Біз енді, мысалы, Мұхаммед аға екеуміз физматтың оқушыларына есеп шығаратын пәндерге негізі қандай пәнді бастаған дұрыс. Мен, мысалы, ашылды, тарих тұр, тарихтан бастай салдым. Маған тарих выгодно сияқты. Кішкене болсын, ана математика, физика деген разогрев үшінші. Тарих пен разогрев жасап алдым. Тарихтан кейін оқу сауаттылық болды. Оқу сауаттан кейін мат сауаттылық жасадым. Математика, сол физика, сөйтіп кете берді. Енді сіздерге қалай? Уже оқушылар мысалы жалып отса етеді. Мысалы, біреулерге керісінше уақытың жетпей қалады, физика, математиканы бастаған дұрыс дейді. Енді бұл жерде ағай тактиканы андай негізші. Менің тактикам. Мен 2018-де де, одан кейін 2023 жыл жазғы ұбт-ны тапсырдым айтпақшы мен. Айта кетейін, осы жыл жазды, алдыңғы жылы 2023 жазды. Сол кезде де
мен 2018-де ол ұбт маған маңызды болды, 2023-24-те тек қана маған математика маңызды болды. Математика үшін ғана барып тапсырдым да, матсауаттылық екеуін ғана. Ал енді оқушылар өйтіп бармайды ғой, барлық пән маңызды ғой. Бұл жерде ең басында оңайынан бастау керек. Қай пән оңай? Енді барлығымызға оқу сауаттылық оңай деп ойлаймын. Және оқу сауаттылықты сен басында белгілесің де, соңында белгілесесің. Ой, не айтып кетпе? Логопед шақырыңдар. Мен айта салайыншы. Басында белгілесең де, соңында белгілесең де, абай ағай мен орным өлді. Мен сөздерімді ұрып абай дейін деп отырмын. Басында белгілесең де, соңында белгілесең де. Су жуаласа олай. Бір су жуала ма олай? Шоколад жоқ па енді? Ол жерде бірдей уақыт кетеді да негізі. Басында оқу сауаттылық белгілеп тастауға кеңес беретін едім. Екінші, Қазақстан тарих белгілеу кеңес беремін. Енді разница жоқ негізі. Бірінші Қазақстан тарих, одан кейін оқу сауаттылық белгілесе де, разница қатты емес негізі. Бірақ оқу сауаттылықта қатты не жоқ. Андай Қазақстан тарих сияқты сюрприз жоқ та жерде. Қазақстан тарихта сюрприз болып қалуы мүмкін, бір-екі сұрақ ше, мә келмейді деп ойландым, келіп қалды ше. Сол кезде ол сен психологически әсер етеді саған. Андай стрессовый нең гормондарың бөлініп кішкене жаңағы. Сұрақты ұмытып қалды ба? Иә, стрессовый гормон атын еді жаңағы. Өзім білімділігімді көрсетіп, соның атын айтсам тамаша болады деді. Серотонин деді. Жоқ, серотонин емес. Мелатонин ол ана гормон части, иә? Мелатонин ұйықтатады. Дофамин бар ағай. Дофамин, иә, гормон бөлу части. Эндорфин бар. Құшақтасқан кезде эндорфин қойдың. Жоқ, эндорфин ол қуанғанда ғой. Қуанғанда. Кортизол деп ана. Мақта біздің режиссер көмектесіп жатырмын. Наерін қиып тастаймыз осыған дейін ғана. От души. Енді наерден бастап қиямыз қазір. Не деп айтайын жаңа гормондар. Ана Қазақстан тарих белгіленген кезде сюрприз сұрақтар келіп қалады. Сол кезде сен стрессовый және кортизол бөлінеді. Кортизол бөлінеді да, сол үшін сен оқу сауаттылықта сюрприз жоқ ғой ердай. Оқисың, белгілейсің, ол сенімділігін қалыптастырады да. Бірінші оқу сауаттылықтан бастасақ, одан кейін Қазақстан тарихы екінші. Оңай білетін сұрақтарын белгілеп шығасың. 20 сұрақтың бәрін белгілеу шарт емес. Мен өткенде мысалы 20 сұрақтың бәрін белгілеген жоқпын. 19-ын белгіледім десең. Ол кезде мен тарихта қатты маңызды болған жоқ, бәрін пық-пық белгілеп шықтым негізі бірден. Ал сендер не істейсіңдер? Сенімділерін белгілеп шықтыңдар. Сенімді сұрақтарды белгілеп шықтыңдар. 10-15 сұрақ белгілеуі мүмкін, 5-6 қала берсін. Одан кейін үшінші кезекте сіз сияқты ЖТ белгілейтін болса, или география белгілейтін болса, негізгі пәндер уже. матсауаттылықтан қарағанда оңай болса, матсауаттылықтан қарағанда матсауаттылық олар үшін былай қарасаңыз қиындау болып тұрған болса, онда содан бастау керек жаңағы биологиядан, оңайларынан ше. И оңай пәннің оңай сұрақтарын белгілеп шығу керек бірінші. Дұрыс. Оңай сұрақтарын есеп болатын болса, оңай есептерді, қиын есептерді шығармайсың. Түрінен берілгенінен қарасаң да уже қиын есеп екенін түсінсең, шығарып көруге болады, 1-2 минутын жұмсап. Оны до конца 10-15 минут кетіріп есептерді шығаруға болмайды. Себебі ол есепте саған 1 балл береді, мына жақта сені тағы 50-60 балл күтіп тұр да ше. Оңай да бірақ олар. Сол үшін сол оңайдың бәрін бірінші белгілеп алу керек ағай. Дұрыс. Бір өтіп шықтың барлық пәннен ше. Матсауаттылықта да 10 есептің бір 5-6-ын шығардың. Белгіледің. Одан кейін қайттан келесің да сен оқу сауаттылықта қалып кеткен 1-2 сұрағың болса, соны қарайсың. И примерно осы болады ау деген белгілейсің. Енді оқу сауаттылықта 1-2 сұрақ сондай болады енді. 1-2 қате кетуі мүмкін әрқайсымызда. Одан кейін Қазақстан тарихта да солай қарап шығасың. Тағы да оңай, яғни орташа дегендерді ойланып белгілейсің. И енді сен есеп пәнің болса, есеп пәндерге келіп, ауызша пән болса, жаңа география, ДЖТ, биология, соларға келіп, басқа белгіленбеген сұрақтарды сен ойлана бастайсың. Мен негізі мынандай бір қорытындыға келдім ағай. Мен бір есептерді шығара алмай қалам, ұбт-та мысалы матсауаттылықта өткенде бір есеп келсе, мысалы, шығара алмай қалам да. Ана қалай сонда деген сияқты ой тұрады да, бір көрген кезде ше. И мен тағы 3-4 есеп шығарамын, маған қайтып келген кезде ана оңай есеп болып қалады да көзімше ше. Уже андай сен білмейсің, өзің де түсінбейсің ше. Сол үшін де қиын есеп, ол сол кезде қиын болып тұр, сен қайтып айналып келсең, бір су ішіп ал, шоколад жеп ал, қайтып айналып келсең, ол нормальный есеп негізі ше. Просто сенің миың шаршайды. Миың ана оқу сауаттылықтағы мәтіндерді оқып шығып, Қазақстан тарих белгілегеннен кейін ақ миың кішкене шаршайды. Одан ана есептер шығарған кезде сол үшін қиын болып жатқан есептерге отырып қалмай, көп уақыт жұмсамай, 1-2 минут жұмса, шықпай жатса тастап кете сал, оны қайта айналып келесің, уақыт жетеді. Міне осылайша біз соңында уақыт жетпей жатса, сен қандай есептерге уақытың жетпей жатыр, қандай сұрақтарға сен өзің білмейтін, қиын сұрақтарға жетпей қалады да соңында. Енді оларды сен наугад белгілесең де былай, ай осы болады ау деп белгілесең де, ол уақыт жетпей қалу деген проблема болмайды сенде. Өйткені сен оңай есептер өзің білетін бәрін белгілеп шықтың. Мінекей. Сол үшін де осы тактикамен енді қараңыз, мен
ұсынатын тактика мынандай да. Енді әркімде әрқалай, енді сізде сондай ғой. Мысалы мен де айтамын, оқыс сауат белгілеңдер деймін. Бірақ кейбір балаларға андай біріншіден тарих жаттау керек қой. Тарих есінде тұрады да, бір бастап кездеш. Барады да тарихты белгілеп алса, оларға жақсы да. Тарихын белгілеп алады, енді бағанада бір 2-3 сұрақ қалады, қалдырып кетеді да, оқыс сауат белгілеп алады. И менде мынандай болған. Мысалы мен қаңтар роботында былай істедім. Кірдім, тарихын белгілеп шықтым, полный. Одан бардым да оқыс сауатты қарадым. Оқыс сауат жота миды ашып жіберді. Бардым да география ДЖТ-ға бардым. ДЖТ-ны белгілеп шықтым. Сөйттім де бар географияны белгілеп шықтым. И соңында мен матсауаттылыққа бардым. Мен матсауаттылықты ұнатпаймын өзімше. Жоқ, сіз қалай ұнатпайсыз? Мына жақта екі математикадан адамдар отыр. Мен өзім жақын болған жоқ, мен сол үшін физиканы таңдаған жоқпын. Абай ағай бірақ неден гуманитар пәндерден мықты бұл кісі. Сөйтіп есептер бірақ білмеймін, наугад кішкене кетіп қалды енді андай. Өйткені мен 9 боламын деп ойлаған жоқпын. И менде андай ең жаман жек көретін есептер менде геометриялық есептер қандай. Фигураны тап дейді ғой. Мен соны аламын да, примерно жауаптар А, В, С деп тұрады ғой. А үлкен анадан аламын да біреусін белгілей саламын. Сіз жалғыз емессіз ағай. Жалғыз емеспін ба? Оботын бір 170 адам тапсыратын болса. Соны көбісі географияны ұнатпайды ғой. Географияны? Геометрияны. Географияда жаңа форматтың өзгеріп кеткен екен. О, географияны айта алмадым енді. Мен қанша жыл оқымағаннан кейін уже экономика сұраған сияқты болды менің ойымша. Бастапта бірінші сұрақ болды андай, Кристофор Колумб деген ше. Сол сұрақ күтіп алды. Ассалаумағалейкум, енді қанша жыл болды қалды көріспей келді. Күтіп алды да қалғандары енді. Дұрыс. Енді жеке пәндерге тоқталамыз да, тарихқа тоқталдық па бағана, математика, физикаға, матсауаттылыққа тоқталған сияқтымыз сәл. Математика мен физикаға тоқталамыз ба? Физикаға тоқталмаған сияқтымыз. Ну енді былай да, қатты өзгеріс жоқ. Мен қысқа нұсқа айта салайын. Физикада қатты өзгерістер болған жоқ. Мен шығарған нұсқада маған мысалы есептер көп келді. Мен точно білем, мен теориядан бір жерлерден қате кетіп қалдым. Потому что ең соңында жазған кезде результат шығады ғой. Сол жақта 16 деген ол теория болды ғой деймін. И этот 33 екі жауаптық не бар ғой, сәйкестендіру. Соның біреуі дұрыс болыпты, біреуі қате кетіп қалыпты. И этот сол главное асықпау керек екен. Мен жаңа ғана мынау дамуда бізде офлайн сабақтар бар ғой. Сол офлайн сабақтарға асығып уақытында келем деп, сөйтіп ар жақтан ерте басам деп, сөйтіп ерте басқан физикадан шығарды ғой сразу. Міне деп ше. Асыққан кезде. Асыққан болмайды. Асыққан болмайды. Ең главный, ең бірінші балалар, ең бірінші ойда сақтайтын, түйсікке түйіп алатын советтің бірі, кеңестің бірі ол асықпау. Вот екі асыққанның құрбаны отыр не. Мен енді асықпадым жігіттер. Мен шоколадым еркін жатыр. Дұрыс. Шайымды ішіп, өзім суымды ішіп, суым бітіп қалды. 4 сағат береді, мысалы 4 сағатта сен сұрақта, бірақ мен былай ойлаймын да, енді кейбір кезде болады ондай сұрақтар екеуі де ұқсап тұрады ғой. Оны қарай беруге де болмайтын сияқты кейбір кезде ше андай. Кеп қарай берсең, сұрағың күмәнді болып тұрады. Анау дұрыс па еді? Может, мынау ма деген сияқты. Ыңғайсыз еді соны. Сондай да емес. Бірақ қарау соңына дейін. Не істейік онда? Оқушыларға жарайды шешіп алдық деп ойлайық примерно. Оқушылар өздеріне жаңағы керегін алар, неге байланысты? Қайсы сабақтан бірінші бастағанымызда. Енді жаңағы тест кезінде не істемеу керек? Қобалжымау керек, е? Енді ол жасамау керек заттар деген кезде Бекзат ағайша, ұбт кезінде көп оқушылар почти бір түрлі бір қатені қайталай береді ғой барлық оқушылар. Соның ішіндегі мынау қобалжу деген нәрсе бірінші. Бұл ұбт-ға кірген кезде менің ойымша адам тәуекел етіп кіру керек та ше. Бұйырғаны болар деп кіру керек та ұбт-ға. Өйткені сен оқыдың, дайындалдың, и енді болды, сенің қолыңда емес, ары қарата бұйырғаны болады енді. Сен білетін нәрсені белгілейсің, болды. Сен былайша айтқан кезде өзіңе ғана тапсырмайсың, Құдайға да тапсырасың да, болды. Енді еңбек еттің, енді соның жемісін көру үшін тапсырам. Бұйырғаны болады, қанша баласам да бұйырғаны дейсің да. Жаңа бұйырған кетпес, қуған жетпес деп айтады ғой. Сойтып кірген адам ол қобалжымайды. Дұрыс. Стресске түссе ойбай не болады деген нәрсе болмайды да. Уже былай қарасаңыз қобалжуға да не жоқ қой? Вариант жоқ қой? Себебі жоқ. Бірақ 5 минут кішкене бүйтіп отырып алу керек сияқты, мысалы енді кіресің ғой ұбт-ға, полигон ұбт ғой, бірінші ұбт-лар енді ше. Қаңтар ұбт-дан қазір енді түлектердің кіріп, қолыңа шоколадыңды, суыңды алып алып. Одан андай емес қой, мысалы көп оқушы андай да, типа мен тек қана былай қарауым керек деген ше. Мен қазір былай қарасам мен шығарып тастайды деп ше. Жоқ, отыру керек, шоколадыңды аш, же, кәдімгі үйіңде отқан сияқты ғой. Суыңды іш, 5 минут дем ал.
одан бастау керек та, андай қатты стресс атмосфера кіру керек, барып алып мен қазір ой ұбт-ға кірдім, қазір алуым керек десең уже потеряда өзі сразу же. Асықпау керек қой негізі ше. Одан кейін сондай жаңағындай ой болу керек та адамда. ұбт-ға кіріп бара жатқан кезде просто ойлан да сен. Бұл сен үшін бір ұбт-ны тапсыра алмай қалған мысалы ше. Жаңағы сол жерде нашар балаған, грантқа түспей қалған адамдар көп қой мысалы ше. Бірақ өмірде нормально жетістікке жеткен, бақытты өмір сүрген адамдар көп. Негізі ол ұбт-ға байлап қоюға болмайды. ұбт-дан сен өмірің бітіп қалмайды ғой негізі. Просто ұбт-ны сен бір емтихан деп кір да, болды. Өзің білетінін тапсыр. Оны бір қатты маңыз беріп жерсең, любой нәрсеге бір қатты маңыз беріп жерсің, мысалы мына суды мен қазір идеально ашуым керек деп мен қатты маңыз беріп жерсем, Абай ағайдың қолында не тұрса, пистолет тұрса, дұрыс ашпасаң атам деген сияқты ше. Оны мен төгемін да маған ше, ашу кезінде ше. Сол үшін де просто сендер оған жеңіл қараңдар сол күні. Просто өтеді, кетеді деген сияқты. Айтпақшы, суымыз толып тұр, өйткені жаңа үзілісте бізге суымызды толтырып қойған Бекзат ағайымызға рахметімізді айтамыз. Шапалақ ұрып қояйық. Рахмет. Бекзат ағайға рахмет. Бекзат ағайын яқтан бізге су берді. Осы бір ретте былай ғой енді, оқушылар былай қарасаңыздар уже дайындалып келе жатыр ғой, бүкіл 11 жыл бойы, жаңа 11 сыныптың қыркүйегінен бастап усиленно дайындалып бастады оқушылар. И майға жаңағы майда болсын, үйіндегі ұбт болсын, нағыз ұбт кезінде мен ойлаймын, уже ешқандай қобалжуға не жоқ. Бір ешқандай қобалжитындай бір дәмеле жоқ деймін, не деп айтады? Жағдай жоқ дейік пе не? Солай ғой, вот. Дәнеңе жоқ. Дәнеңе жоқ. Себебі, вот дайындалды. Мысалы, кейбір оқушылар бар да, обидно да, андай. Жақсы бір дайындалып айтады да, не болды десем, мен формуланы ұмытып қалдым дейді. Вот неге? Себебі қобалжыды. Қобалжудың дым керегі де жоқ, себебі өздері де біліп тұр, мысалы, қобалжығының кесірінен қазіргі мысалы тапсырып жатқан қаңтар ұбт болсын, бұған дейін тапсырып кеткен түлектерде болсын, айтатындары қобалжудың әсерінен мен формуланы ұмытып қалдым. Формуланы ұмытып қалды. Жаңа сіз айтқан сияқты даталарды ұмытып қалуы мүмкін. Анандай қобалжудың әсерінен біліп тұрған нәрсесін дұрыс емес белгілеп жүреді мысалы. Обидно да, қараңыздаршы. Вот сол үшін бала өзі ешқандай қобалжуға дәнеңе жоқ деп айтсақ болады, себебі дайындалып келді, болды енді. Өзіне деген сенімділік болу керек қой ұбт-да кіргенде. Одан андай нәрсе бар да, мысалы айтады да, енді көбісі бұрыннан бері айтып жүреді ғой, типа ұбт-ға бір күн ғана демал дейді да ше. Сол мысалы менің көзқарасымнан негізі дұрыс емес сияқты ше. Бір күн ғана демалдың сен ше, жестко демалдың, андай кино қарадың, бар, қыдырдың, мылдырдың. И так-то 10 жыл демалдың ғой деп. Бірақ ертең сен анда оқымаған сұрақ келіп тұрады да ше, сен өкінесің де ше, болады ғой. Мен сұрақ кеше қарағанда может алып кететін сияқты. Енді ағай, бұл жерде бұл үлкен тақырып сияқты негізі, қайталау деген нәрсе ғой бұл жерде ше. Бұған арнайы бір подкаст түсіреміз ғой. Егер де мына подкастымыз бізде жақсы қаралым жинап, жаңа лайктарын қойып атсаңыздар, одан комментарийға жаза кетіңіздер, қалай болып жатыр, подкаст ұнап жатыр ма? Бұл жерде бізде еркін әңгіме, біз өзіміз ішіне отырып әңгімелесеміз, өзіміздің кеңестерімізбен бөлісеміз. Енді все-таки біз ұбт-ны көріп жүрміз ғой, тапсырып та көріп жатырмыз, осы подкаст не болу үшін, шынайы болу үшін да, өзіміздің біліміміз, бағымыз сынап көріп жатырмыз ұбт-ға тапсырып. Сіздерге ұнап жатса, онда комментарийға жазыңыздар міндетті түрде. Өйткені ол бізге шабыт береді. Біз мына жақта бір-бірімізге прикол ұстап, мысалы, не істеп отқанымыздың бәрі, оның бәрі сіздерге соңында айтқан жаңа пайдалы нәрселер бар ғой. Пайдалы кеңестер айтып отырмыз ғой. Солардың бәрі жақсы жету үшін сіздерге комфортно болу үшін жасап отырмыз. Жалығып кетпес үшін жасап отырмыз. Соның бәрі қалай болып жатыр енді? Соны жаза кетіңіздер астына. Сынын айтсаңыздар, сынын жазыңыздар. Бірақ та анау андай сындар болмайды енді. Сынның да түрі бар ғой, жаңағы. Есті сын, ессіз сын дегендей ше. Нақты сіздер сынайсыздар ма, соны қалай жөндеуге болады, сол жөнінде де айта кетіңіздер. Ешкімде қандай проблема болып бағанып. Конструктивный дейді ғой, не конструктивный дейді. Соны айта кетіңіздер, біз оған қуанамыз. Өйткені біздің мақсатымыз даму. Дұрыс айтасыз. Біздің атымыз да даму. Сол үшін де, дамумен бірге дамыңыздар, құрметті достар. Не айтамыз енді ары қарата? Комментарий жазыңыздар. Ұмытып кетпеңіздер, каналға тіркеліңіздер, достарыңызға таратыңыздар. Еще бізде Инстаграм не бар, Инстаграм, Телеграм. Бізде Инстаграм бар, даму онлайн деп аталады. Соған тіркеліп қойыңыздар, ол жақта қазір контенттер мощный болып жатыр негізі. Абай ағайдың өзіне тіркеліп қойыңыздар. Абай жақсылық, Абай ағай деген, Абай ағай. Бекзат ағайдың өзінің аккаунты бар. Бекзат Төлеков.
В общем, даму онлайн инстаграмға тіркелсеңіздер, сол жақтан ары қарай подписки деген бөлімде кірсеңдер бәрі тұрады сол жақтан. жол тауып кете бересіздер ғой. Мені қосу керек сол жаққа. Енді бағана қайталау деген нәрседен кішкене айта кетейік. Бір күн қалған кезде дайындалмау деген қате деді. Сіз не айтасыз осы жөнінде? Абай ағай айтып отыр енді. Енді мен өзі балалар, ағайлар не да андай кішкене болсын, кішкене кайф ұстап қалғанды жақсы көрем. Демалу сәттерін ше. Иә. Кейде ұйқымды жақсы көріп қаламын мысалы ше. Вот. Менімен бірге ұйқымды жақсы көретіндер бар шығар. Бірақ енді ол, иә. Осы жерде 3 адам отыр ғой жерде. Иә. Этот енді демалғанда бір жағынан дұрыс деп ойлаймын. Себебі енді дайындалдым ғой, бір күн дайындалғанмен бәрібір миыңа қатты еш нәрсе кіріп кетпейтін сияқты. Лучше ана уже ентіға кішкене бір өзі бір күнгі уақытыңға қалса, демалғанда дұрыс шығар. Иә, енді просто мен өзім неден айтайыншы. Өткенде от тапсыратын кезде мен бір күн қалған кезде дайындалдым. Сұмдық дайындалдым. Бірақ мен ол тек қана математикаға дайындалдым. Формулаларды қайталап шықтым. Есептердің типтерін қарап, қандай бар. Есіме түсіріп, сөйтіп дайындалдым да. Енді оқушыларда ол жыл бойы дайындалып келе жатыр да. Дұрыс айтасыз. Мысалы, сіз ол дайындалмай жүрдіңіз да. Бір күн қалған кезде дайындалуға болады да. Болады маған. Ал оқушылар енді олар кішкене демалса да болады сияқты Абай ағай. Не. Абай ағай демалсыншы. Достар, Абай ағайдан рұқсат сұрайық бәріміз. Бір күн қалған кезде демалыңыздаршы деп. Просто анау формула дәптеріңіз болса, формула жинақ болса, соны бір қарап шығуға болады әрине. Демал деген кезде Дубайға шығып кетіп, жат деп отқан жоқ. Рейстан кеш шығып қалдым деп болып отырған. Азан кешкен сабақ емес, просто андай болады ғой бір, мен мысалы примерно осы тақырыпты мен білмеймін деген ше. Соларды қарап шықса болады енді андай. Бірақ жатып алып дейді, мыналарды қайталауым керек деген бар ғой. Енді ол қайталау деген кезде бір апта қалған кезде бастау керек сияқты, ол қайталауды ше. Бір күн жетпейді ол. Бір күн жетпейді. Екі күні бір банкеге дейін деп тұрады примерно. Бір апта бұрын просто дайындалуды бастау керек. Сонда 7 күн дайындалу деппін ғой. Қайталауды бастау керек. Одан кейін, яғни өзің конспекттеріңді бір апта бұрын дайындалып жүрмеңіздер, бір апта қалған кезде конспекттеріңді, өздерің есеп шығаратын дәптерлеріңді, ауызша пәндерде конспект дәптер бәрін қарап, бәрін ойшы маңдай ғой, короче, есепті шығарып шығу емес ол жерде ше. Бір тақырыпты алдың, қарадың, формулаларды көрдің, осындай формулалар бар, иә. Онсыз да оған дейін жаттап қою керексің, білуің керексің. Просто есіңе түсіресің да. Есептерді көрдің, мына есеп былай шығарады, мынандай есебі бар екен, былай шығарады, мынандай есеп былай шығарады. Мен математика курсыма қатысқандарға қандай удобный деймін да, мысалы. Оларға не үшін қандай плюс бар? Олар жаңағы сабақтардың бәрін көріп, конспект жазып шығады да. Одан кейін үй жұмысындағы сол есептерге ұқсас есептер беріледі, үй жұмысына сол тақырып меңгеріп алады олар ше. Енді ол ұбт-ға бір апта қалған кезде қалай қайталайды ол? Конспект дәптерін әкеледі, міне, математикадан мен алгебрадан 93 сабақ түсіргем. Геометриядан 32 сабақ түсіргем. Сонда 125 па? 125 сабақ бола ма? Соның бәрін ол конспект жазып шыққан болса, ол қарайды. Бірінші алгебраның сабағы осындай формулалар қолданады екенбіз. Мысалы, бірінші сабақтан оңай ғой, біз 0-ден бастаймыз да. Бөлшектерді қосу жаңағы таңба, минус пен минусты көбейтсе плюс болады. Көбейтуден бастайсың. Қосудан бастаймыз, таңбадан бастап. Өшім, көбейт таблицасын білем, басқа математикадан онша білмеймін, бірақ та мен фундаментім бар. Ынтам бар, желание. Негізі желание болу керек қой, любой нәрседе. Егер де желаниясы болса, ол үйреніп кетеді мектеп математикасын. Кез келген оқушы үйрене алады, бірақ оның желаниясы мықты болу керек. Ана бір сөз естіп едіңіз ғой, желаниясы бар, қоянға темекі шегуді үйретуге болады дейді. Желаниясы бар аюға велосипед тебуді үйретуге болады дейді. Енді аю деген велосипед тебу қиын ғой негізі ол. Қоянның темекі шегу қиын мысалы. Піл демегеніңізге шүкір. Тем более темекі қымбат дегендей. Темекі демекші анау нелерге тиым салынып жатыр ғой, не деуші еді аналарды? Вейпке тиым салынып жатыр. Ол жөнінде де айта кетейік, оның бәріне қарсымыз негізі. Енді жаңағы айта кететін жағдай, соны қайталайды да, мен курсына қатысқан, математика курсына қатысқан балалар жаңағыны қайталайды. Яғни бірінші сабақтың жаңағы есептерін, формулаларды қарап шығады. Есептердің бәрін ол шығарып шығу қайтадан міндет емес оған. Просто есеп берілген оқиды да, шығарылу идеясы астында тұрады, ол жазып болған оған дейін өзі шығарып ше. Мен шығарып көрсетемін ғой сабақта. Соны жазып алады ол. Үй жұмысындағы есептерді қарап шықса болады. Яғни осындай есеп бар еді, былай шығарамыз. Мида идея тұру керек сенде ше. Сенде ұбт-ға кірген кезде саған уже параллелограммның ауданы 61, параллелограммның бір қабырғасы 6 бір 3, бір қабырғасы 7,
оның несін арасындағы бұрышын табыңыз. Доғал бұрышын табыңыз деген есеп бере салды да. Сен параллелограмм деген тақырыпты қайталадың. Сондай есептер біз шығарамыз міндетті түрде курста. Соны сен бір аптаған кезде қайталап шықтыңдаршы. Осындай есептер бар, аудан береді, екі қабырғасын береді, арасында бұрыш сұраса, біз былай шығара салады екенбіз. Окей. Сөйтіп ол 93 сабақта да, геометрияда 32 сабақта да қайталап шықса, ол бір апта бұрын бастау керек та, 3-4 күн іште қайталап шығу керек. Яғни бір күн қалғанша тағы да қайталайды. Бір күн қалған кезде демалады. ОБТ-ға барған кезде есеп берсе, ол сразу отырады да, ана сабақтағы типтегі есеп, мен бұны шығара аламын деп ше. Сразу шығарып тастайды. Керемет, керемет. Сол вот, мысалы тарихта да сондай да, мысалы айтады да, көп оқушы мен конспект жазғым келмейді дейді да. Бірақ енді бұрынғыдай тарих емес қой, бізде бұрынғы мысалы тек датасы сұраушы еді ғой. Көтеріліс болды, қай жылы, мынау жылы не болды деген сияқты. Бізде ондай емес қазір. Бізде андай шығарманың мәнін сұрайды. Мысалы сен білмейсің қазір ше. Бір просто сөйлемді ала салудан мүмкін де сұрақ қып ше. Сондықтан да бізде конспект жаздырады да оқушылар, жаздырамын деп оқушыларға ше. Конспект қайталағандан қайт соларға да. Конспектісін ашады, қарайды, көреді, түсінеді болды. Негізі мен ойлаймын да ше. Мен жазып алсам математиканы түсінбейтіндемін деп ойлаймын. Өйткені жазу арқылы түсінесің. Жазу арқылы формулаларда көзіңе қарайсың деп. Сол көзбен де жаттайтын сияқты адам негізі. 90% негізі ғалымдар зерттеу бойынша көзбен жаттайды. Значит, екінші кеңес жазуға ерінбеңдер, жазу керек, көп жазу керек. Енді слишком көп тек қана жазу емес қой жерде, түсініп жазу ғой негізі. Есептерді просто мен сабақта көрсетемін, сен просто көшіріп отырсың олар конспект қылып ше. Одан нәтиже шықпайды. Сен оны түсінуің керексің, жазып алу керексің да. Қайталағаныңа жақсы ұмытып қалсаң кеп көре саласың. Жұмысында да сөйтіп жазып, жұмыстарын шығару керек та. Одан андай қылып жазу керек қой, мысалы. Тек қана көк басты емес, араластырып. Осы хит. Негізі мынау осы нәрсе бар ғой, ағайшы. Әдемі осы. Оқушылардың мен байқадым. Конспект жазған кезде олар алады. Бірінші қателік ұзын дәптер алатынандай, мынандай ұзын дәптер алады. Ол ұзын дәптер ана мектепке барса партаға сыймайды, анаяққа барса сыймайды. Оның пайдасы тек қана жаңағы бір жерге барған кезде қолдануға пайдаланады. Көп дейді одан. Бір жерге ғана барғанда пайдалы да. Қалай айтпай қойық. Енді ол не үшін бөлек подкаст деп па? Ол не үшін қолдануға болмайды? Ағай, ол неудобный бірінші кезекте ше. Ол желаниені қашырады. Одан ана біткенше қаның ішіледі. Ол негізі бар ғой. Математиканың мысалы мен сабақтарын бәрін көшіріп жазып, жұмыстарын жазып шығу үшін бір 8-9-96 беттік қойын дәптер. Қойын дәптер керек та. Общий тетрадь дейді. Қазақша айтсақ қойын. Тасып жүре беретін. Мына жаққа кете бердің бол. Мына жаққа кете бересің ше. Ол жақсы да. Ана бүйтіп көкке барып майда бүйтіп қайталайын десең де бүйтіп ашып қойды. Ана ыңғайлы да. Самал желмен, Самал желмен шалқар көлде деп қойды. Демаламыз, қайтамыз, барда өспен әнге салып. Лагерь жырын айтамыз деп қойды. Әдебиет жақсы оқыған сол дейме? Әдебиет. Керқұлақты Кендебайды оқыдың ба? Емес, мен қалай сөйлесем. Прикол негізі сұрау өтіп кетті. Ешкім өткен жоқ шығар маяқта же. Көріп отқанға өткен жоқ шығар. Түсінген жоқ шығар. Жарайды, жаңа айтып отқан нәрсеміз ше. Қай жерде не айтып отырмын мен? Конспектті, қызыл пасты, көк пасты. Қызыл пасты, сол міне хит осы деп тағы айтпай кетсең ба? Балалар қараңдар, 96 беттік дәптер арнағаннан кейін бірінші кезекте есеп пәндерді әсіресе. Сабақ дәптері бөлек болу керек, жұмыс дәптері бөлек болу керек. Сабақ дәптерге сен тек сабақты жазасың. Ол жерге сен тақырыпты қызыл пастымен жазасың. Саған керегі қызыл пасты, көк пасты, қара пасты. Мен тақырыпты қызыл пастымен жазамын. Бірінші сабақ, мысалы біздің сабақтағышы, нөмірмен тұрады, ол жерде кайфта. Қызыл пастымен тақырып жазасың. Енді есеп бұл жерде бізде көбінесе практика. Формулаларды өзің қалайсың, өзің қалағанша қай пастымен жазғың келеді жазасың, қызыл, қара, көк. Ал енді есептер енді основной математикада біз есеп шығарамыз практикада. Бір деген санды бірінші есеп па, бір точка, оны қызыл пастымен жазасың. Сонда 2 точка, 3 точка, ол есептің реттері қызыл пастымен тұрады. Одан берілгені, менде берілген тұрады, жерде тіктөртбұрыштың қабырғалары 2 және 6 деген. Сен қара пастымен көшіп жазасың. Мен соны астына шығарам өзімше. Сол шығарылуын сен көк пастымен жазасың. Сонда сен қызыл, қара, көк пастыларды пайдаландың. Екінші есепте солай істейсің. Енді сен ана дәптеріңді алып қараған кезде әдемі көрінеді. Сен мысалы 17-ші сабақтың 27-ші есебін көргің келсе, сразу тауып аласың. 17-ші сабақ ашасың, қызылмен тұр. 27-ші бет. 1, 2, 3 қызылмен тұр, 27-ге барасың, 27-ші есепмен тұр. Оның берілген қара пастымен, шығарылу бөлек көк пастымен тұр. Кайф та. Сен қайсы шығарылу, қайсысы берілгені өйтіп отпайсың. Көп оқушылар барлығын көк пастымен ұрып шығады.
Көп басымен ұрып шығады, одан кейін оған желаниең да болмайды. Мынандай болып тұрады ма сөз, Иә, міне мынандай болып тұрады ғой. Мынандай көккөмек болып тұрады. Айтпақшы, біздің демеушіміз Тассай компаниясына. Мыңда бір алғыс. Мыңда бір алғыс. Егер де Тассай біз көріп отырсаңыздар, біз сіздерге тегін реклама жасап жатырмыз. Газдалмаған су еще. Газдалмаған су ма? Если что, қарайсыздар ғой өздеріңіз, если что, бізде тағы варианттар бар. Жетеді десеңші. Сол негізі конспектте тарихта да сол негізі мен айтатын. Үш басты алыңдар деймін. Одан мынандай лайфхак бар ағай. Мынаны айтсаңыз болады оқушыларға. Мысалы, сіз тақырып жаздыңыз ғой дәптерге 90 беттікке. Мысалы, сізде тақырыптар бар ғой, тригонометрия дейміз, мысалы, көп қой енді. Соны мынандай стикер болады да, 4 бұрышты, типа беттерін жазып қоятын. Соны әр бетке жабыстырып қойса болады да, жазып ше. Тригонометрия керек па? Аша саласың. Анау керек па? Аша саласың да. Ыңғайлы да ол да. Ертең қайталағанға ше. Короче, дайындалғанға неше түрлі. Иә, көп негізі ше. Көп екен ғой негізі. Айта берсең көп ол ше. Мысалға формула жаттау бойынша лайфхактарым көп екен айтып. Вот, мен де айтқым келген негізі, бірақ оны келесі бөлек подкаст болсын. Қалай? Келесі қандай тақырыптарға подкасттар түсірейік, достар. Жазып енді наурыз ұбт келеді, одан жазғы ұбт келеді. ұбт-ға қазір уже 4-5 ай қалды ғой. Иә. Сіздерге пайдалы болатындай пікірге жаза беріңдер, ешін жауап. Біз оқимыз бар ғой, үшеуміз ше. Смело оқимыз. Сол үшін ұялмай жазыңыздар. Енді біттік па сонымен? Қаңтар ұбт-ға басқа ешқандай совет бермейміз ба? Енді қаңтар ұбт-сын тапсырып шыққандар совет берейік. Мысалы, төмен балақ бағған балаларға не айтамыз? Олар қазір төмен балақ балды, бізді көріп отыр. Біз ұнамауымыз мүмкін оларға. Олар неғып бірге ұстап отыр. Өздері елі болды ма не деп жүрсе, бізге неғып кеңес айтпайсыздар деген сияқты. Солай ойлап қалуы мүмкін. Сол үшін соны айта кетейік. Енді қаңтарда қазір 70 балл, 60 балл қойған балалар жазғы ұбт-ға дейін ұпайларын көтеріп, 100+ балға дейін, 120 балға дейін жете ала ма? Әрине жетеді. 30 балл бар жағында. Мысалы, ол қазір қарайды да. Мысалы, кейбіреусі тарихтан 18-19 алуы мүмкін да. Бірақ мысалы физмат дейік. Математикасы 30, мысалы физикасы 15 дейік та. Ол түсінеді де уже, мысалы, оқу сауаты маған қатты керек емес, мат сауаттылық енді мейлі білем кішкене. Тарих, яғни 3 пән оқымайын болды, қатты, көңіл бөлмеймін. Яғни 2 пәнге көңіл аударамын. Математика, физика. Негізі екеуі основном 50 балл береді мысалы. 50 алсаң 100 болды, 100 балың бар да мысалы. Тарихтан ары кетсем мысалы 15 ал, бұл 115 та грант бар да сенде ше. Мысалы, нашар жазатын өзіңіз. Сондықтан да негізі қарау керек та оқушы өзі ше. Егер 5 пәнде слабый болып тұрса, 5-емен жұмыс істеу керек та ол. Яғни 70 болып тұрса, одан грантына қанша балл керек? 30 балл керек па? Қарап шығу керек. Мен тарихқа 15 алсам, маған 3 балл қосыр, 18 алуым керек. Оқу сауаты қанша 7 алдым ба, 10 алуым керек, 3 балл деп. Әр пәнді қарап шығу керек та, қанша балл алуым керек. И соны анализ жасап, и соған қарап дайындалу керек. Дұрыс, керемет. Енді бұған дейінгі дайындықпен осыдан кейінгі дайындықта ода айырмашылық болу керек та. Бұған дейін ол қалай дайындалды? Не үшін нәтиже шығара алмай жатыр деген сияқты ше. Мүмкін ол аз уақыт бөлу бар. Өзінің дисциплинасына байланысты шығар мысалы. Мүмкін ол дұрыс емес методикамен оқып жатқан шығар. Оны білмейміз да ше. Әркімде әрқалай да. Сол үшін де біз не істеймін мен математикадан балл көтере алмай жүрген оқушыларға қандай кеңес айтамын мен? Сендерге кеңесім, сен просто өзіңе қара. Сен өзің ойлан да. Сен қазір қанша балл алатсың? И сен көбейт таблицасын білесің ба? Фундаментің бар ма? Соны қара бірінші ше. Ол көбейт таблицасын білмейтін бала, ол менің курсыма келсе де математикадан ше. Оған қиын болады да, өйткені фундамент жоқ. Бірақ осы жерде біреулер сұрақ қояды. Көбейту маған не үшін керек, калькулятор болса депші. Енді ол көбейт таблицасы деген калькулятор бәрібір керек, оны жаттау керек қой. Енді ол база ғой енді, фундамент деп соны айтып отырмыз ғой. Дұрыс. Одан кейін екіншісі желание, жаңа айтқанымызша. Желание деген кезде ынтада мен ұпайым көтеремін, болып былай жүрмеймін, мен оқимын деген сияқты ше. Одан кейін үшіншісі тәртіп. Тәртіп деген нәрсенің мағынасы, орысша айтқан кезде дисциплина дейді ғой. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді ғой, жаңа Бауыржан Момышұлы айтады. Сол тәртіпке бағынып, яғни күн сайын сен осыншама уақыт дайындаламын деп айттың ба? Мысалы, математикаға 3 сағат уақытын бөлемін дедің ба? Сен 4 ай дайындалсаң, 4 айда 120 күн бар ма? 120 күн бойы аптасына бір күннен демалсын да? Аптасына бір күннен демалса, ол 4 айда қанша күн демалады? Бір айда 4 апта бар. 16 ма? 16 күн демалады. 120-дан 16-ны азайтып тастайсың, 104 күн дайындалады да ол. 104 күн ол 3 сағаттан дайындалса, 312 сағат дайындалады, дұрыс па? 312 сағатта ол менің курсымды соңына дейін бітіруіне шансы бар. Жілік майын ішеді ғой, короче. Соңына дейін бітіріп шығуына шансы бар 4 айдың ішінде. Алгебраның да, геометрияның да. Енді көп оқушылардың несі,
ол төмен бала алып жүрген себебі ол тақырыптарды өтпеген негізі. А деңгей, Б деңгейді есептерді шығарып, сол тақырыптарды қарастырмағанда. Өйткені ұбт-да 50% есептер, сұрақтар А деңгейінен беріледі. А деңгейі деген есептер, ағай өзіңіз білесіз, қоя саласың формулаға, шыға салатын есептер ғой. Оңай есептер ғой. Бекзат ағай физиканы шашат, Бекзат ағай қандай пән шашат деген есептер ғой. Физика дей саласың да. Соның өзі, мысалы 25 балың сенің А деңгейінің есептері да. Одан кейін қалған 30% Б деңгейінің есептері. 15 балл. Сонда сен А деңгей, Б деңгейді шығар, С деңгейді шығармай-ақ қой. Сонда қанша балл аласың? 25, ана жерде 30%, 15, 40 балл алады. Кем дегенде? 40 баллы А, Б деңгейлеріне беріледі. Қалған 10 балл С деңгейіне беріледі, С деңгей 20%. Ұлттық тестілеу орталығының кәдімгі ұбт құрастыратын адамдардың бекіткен ережесі бойынша осылай да. Значит, сен 40 плюс балл алу үшін А деңгейін жақсылап тақырыптарды өтіп шығу керек. Одан кейін үй жұмысындағы есептерді орындау керек, практика жасау керек міндетті түрде. Математиканы, физиканы да солай ғой. Одан кейін барып, С деңгейлік есептерді де мен қарастырамын ғой, курста ше. ұбт-та ол мен біздің курста, математика курсында ұбт-да өткенде қаңтар облысына тапсырып келдім, 50 балдан 50 балл алдым. Мен курсымдағы есептер ана жерден қиын сияқты негізі. Кейбір есептеріне қарағанда ше. Одан да қиын есептер шығарып дайындалдық та біз негізі. ұбт-ға барасың, одан оңайырақ есеп тұр да ше. Ол жазғы ұбт-та да мен былтыр жазғы ұбт-ын тапсырдым ғой 2023-те. Ол кезде 45-тен 44 алдым, 1 баллым апелляция, ол берілген дұрыс емес та. Ол кезде де сонда осындай нұсқа болды да ше. Қаңтар ұбт мен былтырғы жазғы ұбт-ның нұсқасы ұқсайды ғой негізі. Яғни айтатын нәрсем, негізі оқыған адам жақсы материалмен дайындалса, одан кейін мен курсымдағы есептер, ол жерде методика барлығы негізі көбінесе түсінуге бағытталған, жаттауға емес. Көп тақырыптарды мысалы біз тек жаттап алсақ, оны ұбт-ға барып ұмытып қалсақ, оны еске түсіру жолдары жоқ та. Ал мен көп тақырыптарда тригонометрия формулаларын әсіресе жаттауға емес, түсінуге шақырамын да балаларды. Бірінші түсініп алайық, бұл неден шықты, қалай. Одан кейін жаттау. Одан кейін жаттап алсаң мейлі. Сен ұбт-ға бардың, ұмытып қалдың да формуланы ше. И оны сен қайтадан есіңе түсіретіндей жолдарын үйрену керек та, ол оқушы ше. Тек қана жаттап алу деген нәрсе болмайды. Көп формулалар сонда. Енді кейбір формулаларды тек қана жаттау керек енді. Кейбір формулаларды ше. Сол нәрсені де қосып, яғни оның бәрін естиді, сен дайындығыңды оңайлатады ғой. Математика күрделі пән, тақырыптар көп, есептер көп, шығару керек. Әр тақырыптың неше түрлі типтегі есептер бар. Біз соның бәрін қарастырып өтеміз курстағы. Керемет. Ол жерде курста сабақ болады, одан сабақтан кейін үй жұмысы беріледі, үй жұмысынан кейін үй жұмысын талдау видеосы беріледі. Бәрі бар ғой өзіне. Үй жұмысын талдау нелері беріледі жаңағы. Разбор болады ол жерде тікелей эфирде. Яғни осының бәрін бала сабақ көрді, есептерді түсінді, одан үй жұмысын орындап қатемен жұмыс жасады. И сол нәрсені қайталап жүрді, ұбт-ға барған кезде ол по-любому нормальный нәтиже жетеді. Дұрыс айтасыз. Әлі де кеш емес балалар. Иә. Әлі де кеш емес. Біздегі мысалы қазір қаңтар облысын тапсырып жатқан оқушыларымыз 10 балдан 42 балға дейін көтерген да. Керемет. Олар әлі тағы да өту керек тақырыптары бар. Стереометрияның тақырыптары деген сияқты. Соның өзінде 42 соңғы алған оқушымыз 46 бал алып отыр. Арсен деген оқушымыз. Сол оқушылар негізі 10-15 балдан көтерген. Молодец. Яғни сол 5 ай, 6 айдың ішінде көтерген. Сендер 4 айда қаншаға дейін көтере аласыңдар? 40 плюске дейін көтеруге болады. Егер сенің қазіргі нәтижең 30 балл, 35 балл болса, онда вообще 50 балға дейін көтеруімізге болады да. Иә. Сол физикада да сол нәрсе ғой енді. Тура сол. Дұрыс айтасыз. Тура сол. Былай қарасаңыз, мысалы айтып жатады ғой. Ол жарайды январь ұбт кішкене нағыз ұбт-дан қарағанда жеңіл шығар дегенше. Бірақ мен енді бұрыннан бері анау сливтар деп атады. Одан кейін ана бұрынғы жаңағы жазда тапсырған нұсқалар нелер бар ғой анау. Бұрын мысалы ана PDF вариантта жазушы еді ғой, парақпенші қолмен. Сол жерде де қарап отырсаң, қазір ондай емес. Январский ұбтың не, анау не, марттың не, бәрібір разница жоқ сияқты меніңше. Так что андай қазір что-то январский ұбт-да аз алып қалдым деген тема, ол ондай болмай. Мысалы январский ұбт-да мен қазір сіз айттыңыз ғой, 60 бала алды. 60 алғандар да бар, 70 алғандар да бар. Олар мысалы қазір ойлауы мүмкін да, январский ұбт-да мен 60 алдым, онда нағыз ұбт-да вообще аз алып қаламын ғой деп ше. Олай ойламау керек сияқты. Просто әлі де кеш емес, Мұхаммед ағайдың айтқан советтерін пайдаланып, дальше жұмыс істей беру керек. Нужно пахать.
Хабиб айтқан сияқты работай дей ма не иә жұмыс жасау керек еңбек қой ең бастысы еңбек бәрінде жеңбек дейді ғой еңбек ету керек балалар бірақ дұрыс тәсілдермен ебін тапқан екі асайды дейді ебін табу керек та есептердің оны дұрыс немен түсіну керек дұрыс методикамен оқу керек сол үшін математикадан қиналып жүргендер болса мен өзім математика курсымда күтемін сіз қай курсыңызда күтесіз мен тарихта күтемін тарих курсында күтесіз мен физика курсында күтеді в общем бізге бәрібір негізі балалар ше негізі бізге сендердің нәтижелерің сендер өздеріңді ойлаңдар да просто ертең уақыт өтеді одан кейін сен қазір мойындамайсың өзіңнің дұрыс түсінбей жүргенін дұрыс дайындалмай жүргеніңді и ертең сен ұбт мойындатады да бәрібір ше жазда ұбт бірақ жестко мойындатады ол ше жестко болады ол кезде ше қаңтар ұбт-сы өтті кетті бітті иә ол кезде уже жестко мойындатады сол үшін сендер өздерінен есеп алыңдар есті адам өзінен күніне бір рет есеп алу керек дейді абай дұрыс айтасыз кемінде аптасына жұмасына бір рет немесе айына бір рет жылына бір рет болмай жатса есеп алу керек дейді қара сөздерінде айтады ғой сол сияқты өздеріне есеп алып енді басқаша әрекет етуге тырысуларың керек абай ағай не айтқыңыз келеді мен енді сіздердікі ғой примерно соны қолдап отырмын бірақ енді оқушыларда андай болды өзім дайындаламын деген ой болады ғой сонда айтта не істеу керек та соны абай ағай біздің ниетіміз көмектесу көмектесеміз ғой біз просто андай да келсеңдер біз көмектесеміз да просто оқушыларда андай ғой өзім дайындаламын дейді да андай маған көп оқушы жібереді да типа маған база жібереді ағайына тарих дұрыс па дейді да бірақ қарасаң ескі форматта көбісі андай дайындалады сонымен ескі форматта болады 2018 жылғы жұбаныш бар алады сосын жаттайды ше бірақ келмейді ертең ол ше сондықтан дұрыс базамен дұрыс бағанағыдай кітаптармен дайындалу керек та енді сол үшін не істейміз яғни жақсы курстарға жазылу керек сендерді курста күтемін мен өзім қазақстан тарихына курс жүргіземін сол жақта барлығын талдаймыз біз жалпы 6-тан бастап 11 сыныпқа дейін ғой бізде тарих соның бәрін үйретеміз нөлден бастап мұхаммед ағайдың өзі айтып отыр ғой нөлден бастап бәрін үйретеміз сол сияқты тарихты да біз нөлден бастап үйретеміз просто мен балаларға айтамын да мысалы сендер біздің курсқа қатыспай ақ қойсаңдар да просто сендер істеу керек бір жұмыстар бар да белгілі бір ше обязанностьтар иә ұпайың көтерілу үшін сондай жұмыстар бар ол қандай жұмыстар мен 93 сабақта алгебрада бүкіл тақырыптарды қарастырып өтемін бүкіл ұбт-та келген осыған дейін а б с деңгейлі есептерді қарастырып өтемін да сен сол есептерді шығарып шығуың керексің дұрыс бірақ мен курсыма қатыспай ақ қой да сен қаяқтан шығарасың оларды сенде материал жоқ сен биыл ғана ұбт-ға дайындалып жүрсің мен болсам 2017-тен бері ұбт-ны зерттеп жүрмін 18 өзім тапсырдым 18-ден бастап ұбт-ға дайындап жүрмін да ше 6 жыл оқып та сол кезден бері жинаған материалдарымды былайынша айтқанда сен аласың да какой-то бір ақшаға салыстырған кезде какой-то бір ақшаға мысалы ол 100 мыңға алсын 50 мыңға алсын 60 мыңға алсын 70 мыңға алсын мысалы 200 мыңға алсын бірақ сен одан нәтиже шығаратын болсаң сапалы материалдар ғой сапалы нәтиже шығаратын болсаң онда сен ертең грантқа түссең қанша миллион грантында түседі мысалы жарайды среднем бір 1 миллион 200 деп есептейікші қазір бәрі қымбаттап отқан шығар 1 миллион жылына ма жылына 4 жыл оқиды 4 миллион 800 стипендиясы бар ғой 6 миллионнан асады ғой вот 6 миллион сондай нәрсе аласың да еще сенде білім қалады тағы да сен математикада есептерді шығаруды үйренесің физиканы үйренесің тарихты үйренесің өмір бақи өзіңде қалады да ше мен соны айтқым келеді да курсқа қатыспай ақ қойсаңдар да болады балалар ше просто сол нәрсені сен сабақтарда көрсеткен есептерді бір жерден алып и біреу үйрету керек та по-любому есеп пәндерді өзің дайындалу деген невозможно просто соларды үйреніп одан үй жұмысында да мықты есептер беру керек саған солардың бәрін шығарып еще қатемен жұмыс жасауға саған біреу көмектесу керек куратор көмектесеміз ғой сонда артыңнан одан кейін не істеп отыру керек итеріп отыру керек ана істе деп жоқ мысалы бар ондай мысалы невозможно дегенге тіреліп қалатындар да бар да бар ма бар да по-любому андай не мен өзім дайындалып алып шығамын деген ба жоқ бірақ ондайлар шынымен де бар да бірақ енді егер де өзің сезіп тұрсың ғой бәрібір мысалы аламайсың деген кішкене бір күдік болса лучше рисковать етпей қазір курсқа жазыл да нормально енді бұл жерде неше түрлі оқушылар бар ағай бұлар курсқа жазылған оқушылар да бар жазылмаған оқушылар да бар офлайнға барып жүрген оқушылар бар онлайнға барып жүрген репетиторға барып жүрген оқушылар бар неше түрлі дайындалып жатқан бірақ нәтиже шықпай жатқан оқушылар да болуы мүмкін енді оларға мен кеңесім егер де біздің в общем сіздің мен ютубтағы мен деп бекерет етсең мен боласың деген бар еді ғой біздің ютубтағы сабақтарымыз бар осы каналдағы ше математикадан матсауытлықтан қазақстан тарихы физикадан сол сабақтарды көріңдер бірінші
зерттеңдер. Біздің курстарымыздағы өткен оқушылардың нәтижелерін қараңдар, отзывтарын оқыңдар. Сөйтіп барып курсқа келіңдер. Өйткені сендер ауыздарың күйіп басқа бір курсқа оқыңдар ма, бір жерде оқыңдар, нәтиже шығара алмай қалдыңдар ғой. Сол үшін сендер не істеулерің керек? Сол курс зерттеулерің керек. Кім сабақ береді, қалай сабақ береді, и оқушылардың нәтижесі қалай, оқушылардың отзывы қалай, и ютубтағы сабақтарға қатысу керек. Қалай сабақ өткізеді? Саған ол келе ма, келмей ма? Менің сабақ өткізуім кейбір оқушыларға мысалы ұнамауы мүмкін, кейбіреулеріне ұнауы мүмкін. Осы стиль ұнауы мүмкін, біреуге ұнамауы мүмкін деген. Соны қарап барып жазылыңдар. Сол кезде сендер өкінбейсіңдер. Осы енді не дейміз? Барлық курсқа жазылам деген оқушылар ақпарат описанияда, сипаттамада астында, сол сілтемені басып, WhatsApp қойып жаза беріңдер, сұрақтарың болса. Басқа не айтамыз? Подкаст енді қалай болған сияқты, ағайлар? Подкаст енді біз бағасын бермейміз, біз көрген көрермендер бағасын комментарийға беріңіз. Аудиторияны дұрыс емес таңдап қойыппын. Сіздер өздеріңіз айтыңыздар. Қалай? Подкаст ұнады ма? Пайдалы болдық деген басты үміттеміз андай. Пайдалы нәрсе бере алдық деген сияқты. Егер де ұнап жатса, от души бір комментарий жазып беріңіздер, өздеріңіздің ойларыңызды андай енді жақсы болды деп қана емес, андай смайликтер жібере салу емес, от души жазыңыздар. Себебі сіздердің комментарийлеріңізді қарап, біз де мына жақта шабыт алып, неше түрлі контентті жасауға дайынбыз. Қандай тақырыптардан қиналатынбыз. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыздар ағайлар. Өте дұрыс айттыңыздар негізі. Осымен қорытындылайық онда. Қорытындылап болған сияқтымыз, Қорытылып кеткен сияқты негізі. Жаңа сіз су іштіңіз, сонымен қорытылып кеткен сияқты негізі. Бір сөзін айтып жағайық, сонымен не істей салайық оны. Отыра беретін болса, отыра беретін сияқтымыз. Жақсы, Абай ағай бастаңыз. Не айтасыз? Енді мен айтатыным, ерінбеу керек бастысы. Ерінбеу керек, тұрақты болу керек. Қандай? 6-7 күн болса, бір аптада үшін бір күн дайындалып қалған 5 күнде 6 күнде демаламын деген болу керек қандай. Қайта 6 күн оқып, бір күн демалсаң нормально да ол. Сонымен бір қалыпты істеу керек нәрсенің бәрін. И мықты база, и мықты мұғалім, енді бастысы, и оқушының өзіне де байланысты ғой жалпы. Соларды жалпы қарастыру керек, и ерінбеу керек. Сонда ғана нәтижеге жетеді деген. Қорытынды менде. Ал енді мен оқушылар ең бірінші кеңесім ол өздеріңізге дұрыстап қараңыздар. Дұрыстап қараңыздар дегеніміз, мына өздеріңіздің жасап жатқан күнделікті әрекеттеріңіз соның барлығы сапалы болу керек. Андай уже мысалы кейбір оқушылар бар, там 10 жыл оқиды, 10 жыл оқып болған, жаңа 10 жыл оқымайды дегенде керісінше. 10 жыл оқымай жүр, 11-ші класс дайындалып жүргендер де бар да, мысалы, өтірік тиіп қашып оқып жүргендер де бар. Бірақ енді просто мысалы кейбір оқушылар қазір мықты балл алып жатыр. Не үшін? Себебі олар бұрыннан бері жақсылап дайындалып жүр да. Енді просто сендердің қазіргі задачаларың, егерде балдарың аз болып тұрма, алымдарда просто сендерге уақытты көбірек бөлу керек. Жаңағы уақытты көбірек бөлсеңдер, жақсылап бір табандылық керек, чтобы бәрінен шаршап кетпеу үшін. Абай ағай айтқан сияқты, күніне, аптасына бір рет болсын демалып қойыңдар. Мысалы 6 күн оқисыңдар да, бір күн жақсылап демалыңдар. Бірақ сол оқитын 6 күндеріңді прям жестко дайындалу керек қой. Енді бұрын менде болған андай Назарбаев зияткерлік мектебіне түсетін кезде мұрнымнан қан ағып кеткен кездерші. Бірақ ондай болмай ақ қойсын. Ондай емес енді. Просто жай ғана әр нәрсенің өзінің мерасын біліп, просто жасап жатқан қазір мысалы сіздер не істеп отырсыздар, қай сабақтан дайындалып жүрсіздер, тура соны жақсылап бір мықты деңгейге жеткізу керек. Сол менің айтарым. И одан кейін жаңағы тесттің кезіндегі бағана айтқандарымыз бар. Ең главное асықпау керек, одан кейін қобалжымау керек. Қобалжыдым дәннен есі жоқ. Қобалжитын себебі уже дайындалып уже қобалжудың ана жерде дым керек емес та. Сен ана жерде тестта қобалжып отырсың, сені ешкімге жұбатпайды да, тестта мысалы. Так что адам өз-өзіне сену керек. Ең бірінші өз-өздеріңе сеніп алдыға тапит етсеңдер, нәтиже болады деген ойдамын. Ал енді өзіңіз қорытындылаңыз. Енді айтатын нәрсенің бәрі айтылды, құрметті оқушылар. Біздің каналға жазылып қойыңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Және соңғы сөзіміз, даму онлайнмен бірге болыңдар. Енді мен айтатын кеңесім, Абай ағайда, Бекзат ағайда бүгін жақсы кеңестермен бөлісті. Енді сіздерден сөз күтеміз, соңғы сөз. Комментарийға жазыңыздар, біз не істейік, қандай тақырыптарда талқылайық келесі жолы. Соны жазып кетіңіздер. Жалпы подкаст қалай болды?
сол жалпы ағайлар келгендеріңізге рахмет. Ой, рахмет, сіздерге де рахмет. Керемет кеш болды. Әдемі отырыс болды, әдемі сұхбат болды, әдемі әңгіме болды. Енді осымен бітіре берсек те болады шығар. Келесі тағы түсіреміз енді басқа. Арада 1 сағат өтті. Негізі бар ғой деп, бұны бұлай аяқтауға болмайды деп. Жарайды, ағайлар, сонымен жаңа не айтайын дедім, соңында бірдеңе айтайын дедім. Әлі ортылған жоқпын. Негізі бар ғой, балаларша айтатын нәрсе көп ше. Тақырып көп екен ұбт бойынша негізі. Қалай дайындалу керек, қалай жоспар құру керек, қалай нәтижеге жету деген көп сөзден сөз шығып кете береді негізі. Сол үшін де ол бірінші подкаст болып қалмайды, тағы да түсіреміз деп ойлаймын мен ше. Ол үшін бірақ сендердің қолдауларың жаңа нелер керек бізге. Сол сендермен бірге болған бірімді брендке айналдырғысы келіп жүрген жас ұстаздар Абай ағай, Бекзат ағай және мен Мұхаммед ағай, келесі кездескенше сау болыңдар. Жақсы.